өш алу үшін шықтық бұл жерде. Біздің әрбір кітабымыз өш алу, кек қайтару бұл. Советтер одағында 15 республиканың ішінде ең сауатты көз ашқан қазақтар болды дейді. Болды, енді тоқтатыңдар, генофондтың бәрін құртып бітесіңдер. Бұдан былай мен жемпиді ашам, бәрің айтыңдар, тек қана оқыған қазақ қыздарын үйреніңдер. Сізге бір шын сын айтылған кез болды ма, және қандай сыннан сіз нәтиже шығардыңыз? Мен қоғамның сорына айналдым. Адамдарды адастырғаным үшін, ісімен емес сөзімен бағалағаным үшін. Мына 6 кітапты әдейіге сол жаңағыдай сен айтып отырған армияға барғанда біреудің баласын ұрып өлтіріп қоятын адам шықпасын деп жүрек сөзін жұмсартатын 6 кітапты принципті түрде 5000 теңгеден сатып отыр. Күлтөбе подкаст. Күлтөбеде күнде жиын. Берікбол Төлегенмен. Армысыз құрметті көрермен, Күлтөбеде кезекті жиын. Бүгінгі біздің қонағымыз Отбасы хрестоматиясының авторы Өзбекәлі Жәнібек және Мәдени майдан, Қаныш және ғылыми майдан, өркениетті адам сынды қоғамдық көп талқыға түскен кітаптардың авторы, ағартушы Санжар Керімбай. Санжар мырза, қош келдіңіз. Қош келдік, рахмет. Күлтөбенің төрі сізге ыстық шығар. Иә, біз енді кезінде Ғалым Доскен ағамыздың командасында 2001 мен 2006-да 5 жыл жұмыс істедік. Сол кезде осы Күлтөбе деген осындай тамаша хабар болған. Енді оны марқұм Рахат Мамырбек деген журналист, өте талантты жігіт жүргізген болатын. Және қазақ қоғамының миын қатты сілкілеп алатын, өте сондай резонанс туғызатын мықты хабар болған. Енді соның жаңағы енді Рахаттың өзі кетсе де мына ісін кетпей сендер сияқты жас журналистерін жалғастырып әкеткені көңілге бір жігер сыйлап тұрды. Сондықтан рахмет. Рахмет. Рахат ағамыздың рухы шат болсын. Бір сұхбаттың басында еске алып өткенді жөн санап отырмын. Иә. Санжар мырза, сізбен сұхбаттасу үшін осыдан бір 6 ай бұрын сізге хабарласқанымызда Павлодарда боламын күзге дейін деген едіңіз. Павлодарға сапарыңыз қандай нәтиже берді? Павлодарда мен 6 ай жүрген жоқпын, ол жерде 2-ақ күн болдым. Жалпы енді Павлодарда жүрген кезде хабарласқан болуларың керек. Одан кейін мен 3 айыма Қазақстанды шарлап, одан кейін мына Қаныш атамыздың кітабын жазу үшін мен Түркияға қашып кеттім, былайша айтқанда. Елде жүрсек сен сияқты журналистер ештеңе жаздырмайды деген сияқты ғой. Бірақ енді жалпы Павлодармен ойнауға болмайды, себебі ол жердің орыстану науқанына қарсы тұру үшін оларда иммунитет өте күшті. Сондықтан мысалға сіз Шымкент жаққа барсаңыз, олар соншама қорқатындай не бар, қалың қазақ онсыз да үйісіп отырмыз ғой дейді дағыны, жайбарақат жүре береді. Ал Өзбекәлі және Мәдени майдан деген кітапты біз жаққа таныстыруға барған кезде 700 адамдық залы аузы мұрнынан шығып кетті мысалға. Бүкіл Қазақстан бойынша жалпы сол презентацияға ең көп жиналған жер бірінші Павлодар, екінші Маңғыстау, үшінші Орал. Қалған өңірлер енді сол 200-300-дің маңайында болады. Сондықтан Павлодар деген былтыр рекорд жасады. Енді биыл енді Қаныш аталар шығып жатыр, туыстары, жерлестері, биыл олар енді бұл рекордтен жаңалайды деп ойлаймын. Өзбекәлі және Мәдени майдан кітаптарыңыз бір қоғамдық дүмпу жасады деуге толық негіз бар ғой. Қолдан қолға оқылып жүр. Осы кітап туралы енді сіздің жоспарлаған миссияларыңыз бар, түсінікті, иә? Енді бір өзіңіз әлеуметтік желіде бөлісіп отырасыз ғой, осындай бір мәдени майданға кірген жастар туралы бір нақты мысалдар айта аласыз ба осы кітаптың әсерінен? Енді мынандай халық танымайтын, белгісіз, бірақ мен мына кітапты оқығаннан кейін болды, мен енді мына жасап жатқан мәнсіз мағынасыз тірлігімнің бәрін тастаймын. Мысалы кеше ғана бір жап-жас жігіт келді, осындай продюсерлікпен айналысатын, жаңадан қалыптасып жатқан өнер адамдарын менеджер болып отырады ғой жаңағы. Осы кітапты оқығаннан кейін болды, мен енді басқаша бағыт ұстанам, жаңағы ұлттық рухани, сосын жаңағы адамгершілік, ақыл парасат деген жағына қатты акцент қоятын жағына. Енді ондайлар өте көп, бірақ оны айта берейін десең ел танымайды, сосын қызық емес. Бірақ оның ішінде бүкіл Қазақстан танитын, әсіресе Ресейде көбірек танымал болған ғалымжан Молданазарды айтуға болады. Ол мысалға арнайы өзі телефон соғып, офиске іздеп келіп, мен Мәдени майдан туралы подкасттардың бәрін көрдім, оқыдым. Маған қатты әсер еткен соншама мен өзімнің мына қазіргі жүрісімнен ұялып кеттім. Мен де мына майданға үлес қосуым керек деп. Сөйтіп ол енді өзің енді оның біреудің жоспарын енді бұл жерде жариялауға болмайды. Ол өзі мынандай нәрсе істегім келеді. Бұл қаншалықты жүзеге асатын шаруа деді. Біз болмайтын жері болмайды деп айттық, болатын жері болады деп айттық. Содан кейін ол жерде тоқтай тұрғанда деді, менің араласатын ортамда жалпы Мәдени майданды сендер сияқты мына Өзбекәлі сияқты түсінетін жігіттер жоқ деп айтуға да болады. Көбі жігерсіз, сосын жаңағыдай табандар тайғанақ келеді. Сәл қиындық келсе бітті, екінші позицияға ауысуға бейім тұрады. Бір сөзге бекем болып, бір өнерді соңына дейін жарқыратып алып шығу деген мінез жетіспей жатыр.
мен деді бір 100-ге жуық өзімнің жаңағы сөзімді тыңдайтын әріптестерін жинайын бір жабық залға, сен бөтен адамдарды шақырма, адам қаптап кетпесін, сен соларға осы өзбек әлі және мәдени майдан деген 2 сағаттық презентацияңды басынан аяқ асықпай айтып берсең деді. Ол жерде енді ресми ештеңе болмайды, жаңағы лента қию, кәмпит шашу деген сияқты. Содан құдай сақтасын бір залға жинады бізді. Енді мен шыны керек, анау алғаш әртістер жаңағы, енді оның маңайында өнердің адамдары ғой, енді өздері енді солай айтады енді. Кірген кезде мен ойладым, біз шынымен біз іздеп келді ма, жоқ ол басқа аудиторияға шатасып кіріп кетті ма деп. Себебі аналардың түрінен енді киім кию стильдерінен енді былай тіксініп қаласың, енді қайдағы жоқ сақалды, қайдағы жоқ шаштарды өсірген, үстеріне бір әлемде жоқ бір енді өздерінде жеке стиль қалыптастырамыз деп бір түсініксіз киімдерді киіп алған. Сосын айтты, сендер шынымен мәдени майданға келіп тұрсыңдар ма деп. Жоқ, Ғалымжан Молданазар шақырды, сосын келдік деп. Сосын олар енді белгілі әңгіме ғой, енді көбісі жаңағы Америкада оқып келген, өзінің саласында біраз жерді бағындырған жігіттер шалқайып отырып тыңдайды, не айтасың, бізді таңғалдыратын түк те жоқ деген сияқты. Бірақ ана Темірбек Жүргеновтың, Ильяс Омаровтың, Күләш Байсейітовалардың кезіндегі жасаған жұмыстарын естіген кезде олар аузын ашып көзін жұмды. Сосын сол жерде дүниежүзілік деңгейде мойындалып жүрген сол клип, мультфильм түсіретіндердің бәрі сол жерде тұрып, жігіттер біз басқа бағытқа кетіп қалыппыз. Шұғыл түрде мына өзбек әлінің бағытына ауыспасақ болмайды деп сол жерде олар ашық айтты. Кейін енді Ғалымжан тағы да маған айтты. Ана жігіттердің бәрі миы кәдімгідей бас сүйегін ашып, миын қайтып ауыстырып қайтып салған сияқты әсер етті енді оларға. Сондықтан бұл бір ғана деталь. Енді жұртты жалықтырмас үшін осы жерден тоқтайық енді. Ал одан бөлек мысалға Темірбек Жүргенов атындағы өзінің өнер академиясы бар ғой, сол жерде біздің актерлар. Олар 10 айдан бері шақырып мені ұстай алмай жүр. Кешен Айдос деген танымал артист, сол жерде үлкен былай мұғалім ғой деймін. Мен бүгін тағы шақырып жатыр. Себебі одан бөлек мысалы Талғат Теменовтің өзі телефонды тауып алып звондап, Талғат Теменов деген ағаң боламын. Мен мына кітапты оқып қатты әсерленіп отырмын. Мына Ильяс Омаров дегендерді, Ғани Мұратбаевтарды деген тіпті біздің өзіміз жете танымайды екенбіз. Жарайсыңдар жігіттер, алға баса беріңдер деп. Енді кешегі бір Талақ фильміне барған кезде Тұңғышбай Жаманқұлов ағамызды өзі келіп амандасып, жаңа осы кітапқа қатысты бір пікірін айтайын деп жатыр еді. Бір ортаға бір ақсақал шал кіріп кетті дағы екеуміздің әңгімемізді жіберді. Содан ол кісі не айтқысы келген, сол білмей қалдым. Жалпы сондықтан бұл өнер адамдарының арасына бұл қатты толқын туғызып жіберді дағы, олар бір-біріне міндетті түрде оқыңдар, өзбек әлінің бағытына түсейік, біз басқа бағытқа кетіп қалдық деп шулап жатыр. Одан бөлек мына опера әншілерін дайындайтын бір танысым және бар. Ол жердегі әншілерде осы кітаптарды оқығаннан кейін біз негізі Күләштің жолын кезінде менсінбедік. Жаңағы нота білмейді, арнайы оқымаған, өзінің жаңағы қазақшылығына салып кете береді. Негізі таза итальян школасымен біз айтамыз деп, бұлар көңілдері өскен, лепірге мақтанған, нәтижесінде олардың жаңағы итальянның мектебінде айтатын стиліне қазақ аудиториясы жиналмайды, бармайды, театр қоғамға бос қалған. Сондықтан енді олар қайтадан бұрынғы Күләштер сияқты аудитория жинау үшін Күләштің мектебіне қайтуымыз керек деп қайтадан Күләшті іздеу, Күләшті тыңдау трендке айналды. Сондықтан сәл өзінің жаңағы ғасырлар бойы келе жатқан ата-бабаң салып тастаған сүрлеуден оңға солға қарай 1 миллиметр шығып кеттің ғой, ол аудитория жоғалтасың. Болмаса Италияға бар. Сіздің әлеуметтік желіңізден жаңа Ғалымжан Молданазардың ауылда жүрген, ауыл халқының, ауыл балаларының ішінде ән айтып жүргенін көрдік. Осы оқиға қалай болды өзі? Қай ауыл? Ән салып құстар шулаған бақтың. Бұл Арыс ауданында Ағдала деген ауыл, ол мен қара шаңырақ, өзімнің әке-шешемнің тұрған үйі. Енді әке-шешеміз дүниеден өтті, ағаларымыз денсаулығына байланысты ол үйді бағып ұстап тұра алмайды, қалаға көшкен, бос қалған. Содан мен енді жазда мына ағайын туысқанымның өзінің бала шағам бәрі телефон кіріп кете береді ғой енді ол. Сосын бұларды телефоннан шығарып алып кітап оқуға, сосын мынандай мына музыка талғамын қалыптастыру үшін мен сол лагерьге жинаймын, сол жерге, қара шаңыраққа. Ол өзі мен енді ағайынды 10 адаммын, нағашы жұртым бар, қайын жұртым бар, жаңа бөлелерім бар деген сияқты, бөлелерімнің бөлесі бар деген сияқты кете береді. Сондықтан олар жазда сол жерге жаңағы жатып тұратын қаражаттарын жинайды, сол жерге үймелейді. Сосын ол жерге мен тек қана кітап оқисыңдар. Сосын басты бағыт түсте ас ішкеннен кейін, кешкі ас ішкеннен кейін 1 сағат, 1,5 сағат бір-бірлерімен әңгімелесесіңдер. Себебі телефонда отыра беріп, миындағы қасындағы адаммен сұхбаттасу деген нелері, зоналар өліп қалған. Тек азаннан кешке дейін бір неге қадала берген. Сосын қасындағы адамның көңілін бағу, оның сұрағына жауап беру, онымен тілдесу деген қасиеттері былай сола бастайды кәдімгідей. Сол бірінші жиналған кезінде жаңағы орманнан шыққан аңдар құсап отырады бір 4-5 күндей. Содан кейін жайлап олар үйренеді дағы мына
сұхбаттан ләззат алатын деңгейге көтеріледі бір 5-6 күннің ішінде. Содан кейін тіпті мына 7-8 жасар балдардың өзінің замандастары, өзім балам бар ішінде 9 жасар. Ана әңгіме айтқан кезде ауыздары жабысып қалады. Сонда бір ай, бір жарым ай оларға телефон ұстатпаймыз, телевизор көрмейді, тек қана кітап оқисың, әңгімелесесің, сөйлесесің, кешке концерт тыңдау керек. Сол концертте де туысқандарым енді көбісі өзімнің соларды іріктеп алдық, классикалық әндерді, ең мән, мазмұны жағынан, эстетикалық, этикалық жағынан жаңағыдай барлық талғамға сай, сол 15 шақты әнді іріктеп алып, соны күні кешке орындайды. Аналардың жастардың музыкалық талғам бөліп қойған. Ана жаңағы діккіс деп ана жаңағы ритмді билейтін рэппен ала берген. Ақырында мынандай классикалық музыкалардан ләззат алатын талғамдар өліп қалған десе де болады. Сол күніге жаңағы бір концертті қайталап қоя береміз, басында тіксініп тыңдайды, сосын жай соңына қарай бар олар мына қазақтың классикалық әуендерінен кәдімгі ләззат алатын 19 ғасырдың қазағына ұқсап шыға келеді бір айдың ішінде. Сонымен бір үзіндісін қиып алдымдағыны Ғалымжанға жекесіне атып жібердім. Ғалеке, шаршап жүрсіз, келіп біздің де балдардың концертін тыңдап бір демалып кетпейсіз ба? Ән сал деп сізді қинамаймыз деп сөйтіп едім. Ол Ғалымжанға бірден ұнаттағын, бұл қайда деді. Пәлен жер дедім. Мен барғым келіп тұрып барайшы деді. Сөйтті дағын Алматыдан тығыз графигіне қарамастан таңғы сағат 8-де Шымкентке ұшып келіп, такси ұстап, онда маған келді дағыны. Біз өмірге таңғы шай ішіп, сосын түскі асты ішті дағыны, 1 сағат концерт тыңдап, содан кейін менің уақытым тығыз, мен ертең бір түсіретін заттарым бар еді. Сондықтан мен кетуім керек. 3 ай ғана орындап беремін деді. Сонымен 3 ай орындап еді. Соңынан тұрып біреу мен пәлен деген әнді жақсы көретінім деді. Онда жақсы деді дағыны, оған тағы бар. Сонда 4 ән орындап беру үшін сол Ғалымжан Молданазар Алматыдан ұшып келіп 2 сағат отырып қайттан ұшып кетіп қалды. Бұл енді ана жас балдарға ол қатты әсер етті. Енді ондай танымал қолға түспейтін адамның сонда топырақ мінез танытып, сол балдардың арасына келіп, олармен отырып әңгімелесіп ән салғаны енді біздің заманда енді ондай Ғалымжан сияқты танымал адамның ондай деңгейге дейін топырақ мінез көрсету деген өте сирек кездесетін ғой. Сөз 1-2 клип шыққан адам өзі кісімен сәлемдесе алмай қалады ғой. Кейін жағы ел келіп суретке түссе, соны өзін бір әлдеқандай сезініп жүре алмай қалады. Дауысы ырғақ өзгеріп кетеді деген сияқты. Ана Ғалымжанның олармен араласып, құраласып, сол балдармен отырып ән салғаны балдарға да қатты әсер етті. Мына ақыл парасат деген осылай көріну керек екен ғой. Ол Ғалымжанға да қатты әсер етті. Мұны мен бұндай екенін білгенде қона жататын едім, графигім туралап, ертеңге белгілеп қойған заттарым бар деп асығыс кетіп қалды. Сондықтан бұл бір ұмытылмас естелік болды деп ойлаймын. Оның үстіне ол жаңағы 3-4 концертке алып шыққан қимас укулелем бар еді, осын сендерге сыйлайын деп, сол жердегі өзінің бір фанат қарындасы бар еді, Ғалымжанның өлеңдерін айтып жүретін, өзі укулеле тартатын. Оған сыйға тартқан, Оғыздың жүрегі жарылып қуаныштан. Сондай бір қызықты оқиғаны бастан кештік. Жалпы енді бұлдай лагерді жалғыз мен емес, кез келген адам істей береді. Ауылына барып, қара шаңыраққа ағайын туысқандарын, балдарын жинап алып. Бұл дәстүр сізде қай жылдан бері? Бұл менде 2000 жылдан бері келе жатқан тәжірибе. Енді ол кездерде біз енді ақша жоқ, не жоқ, ол кезде интернет жоқ. Жазда ауылда боласыздар, Жазда ауылда жинап алып, енді әкеміз кезінде жаңағы өгізді барлық үй сондай еді ғой, жиналып алып қара шаңыраққа отыратын. Енді мына жоспарлы түрде бірдеңені үйрену деген сол 2000 жылдардан бірақ енді мен Алматыға кеттім, телевидение жұмыс істедім, ол дәстүр үзіліп қалды дағыны. Енді қазір енді өзіміз өзіміз қожа болып еш жерде жұмыс істемейміз, өзіміз жеке жаңағыдай мекеме болғаннан кейін жазды қалай пайдаланамын, оны өзім білемін. Мұнысы жаңа қара шаңырақ бос тұрғаннан кейін өрге ешкімге жаңағыдай салмақ салмайсың бұрынғыдай. Әкеміздің, шешеміздің миын ашытамыз демейсің, бос тұрған үйге барасындағыны таң атқанша шырқай бер деген әңгіме. Жақсы. Сіздің Өзбекәлі және Мәдени майдан кітабыңызды оқыған кейбір адамдар осы бір Өзбекәліні аса қатты дәріптеп идеал қылып жіберген жоқ па деген сауал туындады. Бірақ мен осыны сіздің сол асыра дәріптеп жіберген жоқ па деп ұлттық кітапханаға барып Өзбекәлінің бірнеше кітаптарын өзінің нұсқасын алып қараған кезімде бұл кісінің расымен бір сіз айтқандай мықты тұлға екенін көрдім. Енді осы Өзбекәлі сіз идеал тұтатын Абайды қатты құрметтеген, Хакім Абайды. Абай туралы мынандай бір сөз айтты. Бүгінге дейін өзіміздің болмысымызда, ұлттық пиғылымызда, әлеуметтік өмірімізде, күнделікті тыныс тіршілігімізде жанымыздан қалмай исі қазақты жегі құрттай жеп келе жатқан мерездердің талайы осы Абайдай асылдың бағасын жете білмеуден, одан тағылым алмаудан десек асылық болмас дейді. Сіз Абайға қашан көңіл аударасыз?
абайға көңіл аударғанда ол мынандай нәрсе. Абайды зерттейтін ол арнайы институт бар, неше түрлі мамандар бар, ғалымдар бар. Тұржан Шабай ағамыз, көкеміз зерттеп отыр ғой, Мекемтас Мырзахмет ағамыз. Тағы да Семейдің өзінде қаншама ғалымдар бар. Сондықтан ол дәл қазір сен бірденнен Абай туралы айтам дейтін болсаң, ол халық мынау да енді жаңағы аналарға ілесіп алып, енді Абайды атағының астында атын шығарайын деп жүр деген сияқты. Біз бұл тақырыпты білеміз. Бұдан ығыр болдық деген сияқты көңіл күй болады. Ал бұл жерде біздің приоритет осыншама осы Абайдан әсер алып, келегей теңіз білімдерімен адамның миына сыймайтын ерліктер жасап кеткен, бірақ танылмай қалған, қасақана ұмытылған, ұмыттырылған тұлғаларды таныту. Енді ол мысалға Абайды сен насихаттауға, оны ол туралы кітап жазуға қоғам мұқтаж деп мен айта алмаймын. Өйткені біреу Абайды білгісі келсе, библиотекаға барса, ол алдынан кітапшаға келеді, алады, оқи береді. Ал енді сен Өзбек Әлжел туралы білейінші деп іздейтін болсаң, сен түк таппайсың. Себебі ол туралы оның өмір жайында жазған өзі Құлбек Ергөбек қана. Профессор, әйелі бір кітап шығарған, өзі Рухсардар деген бір кітап шығарған, болды. Одан басқа түк жоқ ол жерде. Сондықтан бұл жерде кім ұмытылып бара жатыр, кім жаңағы қасақана тарих сахнасынан әдейіге ысырылып бара жатыр. Біз сол ішітар күншіл сол кезде орталық комитеттегі осы ұлтшыл алашшыл қазақтарды ұмыттыруға тырысқан ішітар коммунистерден кек алу үшін біз өш алу үшін шықтық бұл жерде. Біздің әрбір кітабымыз өш алу, кек қайтару бұл негізі түсінген адамға. Сондықтан Абайдың кегі біраз алынған, олайша айтқанда, әуезовтен бастап оны ақысын бермей келе жатыр. Ал енді мыналардың ақысын кім алады? Бірақ сіздің бір жеткізу формаңыз бөлек. Мен солай деп айтайын. Жеңіл жеткізесіз, бір Абайға деген махаббатты расымен оята алатын шығарсыз деген бір менде бір сенім бар. Онда енді дәл қазір енді өзіме көп алмай-ақ қояйын мен енді. Сіздің ұжым. Ұжым. Мен Абайды терең түсінемін, болмаса Абайды мен насихаттасам күшті болады деп, мен ондай көп салмақ алатын жағдайым жоқ. Мен Абайтаншы ондай ғұлама ғалым емеспін. Бірақ ертең сатылымға базарға шығайын деп отырған Қаныш және ғылыми майдан дегеннің ішінде біз Абайдың бағасын беріп кеттік ана жерде. Тағы да сол жерде құлағыңызға сыбырлап қана айтайын. Бүкіл біздегі күрескер тұлғалардың бәрі өзін ұстазы Абай санайды. Себебі ол Абайдың заманында батыс пен шығысты біріктіру деген ол Абайдың заманы емес. Мына 2024 жыл болды, 21 ғасырда болдық. Мына қазақтар көз ашылып, шекаралардың бәрі ашылып, шетелге барып оқып келу оңай болды. Баяғыда біз жаңағы Кремль темір перденің ішінде қысып, сығып, қинап ұстап отырған жоқ деп отырған заманында қазіргі модерн, зерек, ақылды, парасатты қазақтардың өзі батыс пен шығысты біріктіре алмайды. Жетпейді интеллектісі. Батысқа барып оқып келсе, қазақшылықтан, шығыстан бит тұрады. Дін бірдеңе, надандық, ескінің сарқыншағы деген. Ал алып барып сен классика оқытып жаңағыдай бір діннен хабар қылсаң, батыс деген кәпір, олар ірі батыр, шіріген капитализм деп әңгімені соғаттағаны анан аламайды. Ал енді сен өзің ойлап 1865 жылдары Абай қорықпай шығып, әкеш ана орысың не деп жатыр деп библиотекаға барып, ана сол кездегі орыстың ойшылдары мен батыстан орыс тіліне аударылған ойшылардың бәрін дымын қалдырмай оқып, аударып, оны өзінің маңайында аудармашылар мектебін қалыптастырып, сол жердегі ауыл аймақты аралап, жаңағы өлең айтып, гармон тартып, қызғырын қуалап, қымызып жүрген жастардың бәрін шақырып алып, баянсызға құл болғанды қойыңдар, болатын тірлікпен айналсыңдар деп. Анандай жағдайда, анандай деңгейде университет ашу деген адам миына сыймайды. Сондықтан да оны көргеннен кейін бұлардың бәрі батыс пен шығысты өте сәтті синтездеу деген нәрсені үйренген. Сондықтан да ол жарқ етіп шыға беретін себеп сол. Сондықтан сіздің қазіргі жастарыңызды миллион жерден апарып оқытып көрсеңіз де, батыс пен шығыс деген бұл өмір бітпейтін әңгіме. Ол жаңағы The Meeting of East and West деген арнайы 45 жыл ма кітап жазылған, оған батыс пен шығыстың жаңағыдай жүздесуі деген. Ол үнемі шығыс батыстан іріп шіріп жатыр, бұларда руханият жоқ деп ана рационализмін алмайды. Ал батыс болса, біз жаңағы рационализм ғылымның арқасында біз күшейдік тағын, енді біз шығысқа үстемдік қылуымыз керек деп, олардың да тәкаппарлығы түспейді, оларда надандық көріп тұрады, билеп төстегісі келіп тұрады. Осы надандық үнемі адамзаттың цивилизациясын, өркениетін аяғынан ақсатып тұрады. Сондай кезде Абай сияқты біреу шығып қорықпай соны жасай беру деген, кешіріп қоярсыз, 1000 жылда бір туы керек ол үшін. Сондықтан бұл жайында Қаныш және ғылыми майдан деген кітапты оқыған кезде бұның бағасы енді шығады қайттан бетіне халық.
назар аударасыздар. Иә, сондықтан уақыты күні келеді, оған да бір барармыз. Құдай өмір берсе енді. Сұхбатымыздың демеушісі Аrawall Print компаниясы. Егер сіз жұмыс орныңыздың, офисіңіздің немесе үйіңіздің қабырғасына сурет салып ерекше әрлегіңіз келсе, осы компанияға хабарласыңыз. Күлтөбе промокоды арқылы 30% жеңілдік алыңыз. Осы Қаныш және ғылыми майдан кітаптарыңыз оқырманға жол тартып жатыр. Осы кітап туралы қысқаша айтып өтсеңіз, және бұл кітапты оқырмандар не үшін оқу керек? Не үшін оқыған кезінде бұның бірнеше бөліктен тұрады. Мына бізде экзистенциализмде, логотерапияда сұрақ қойылады. Қоғам идеалсыз өмір сүре ала ма деген. Ал енді бір тарапы бар, міндетті түрде идеалдарды насихаттап, олардың өмірін үлгі қылып отыратын. Енді екінші бір тарап бар, мына тоғышарлық тұтынушы қоғамды қалыптастыру үшін үлкен компаниялар адамдар ойсыз барынша жандай жеңіл заттарға шатылып товар ала беретін делі құлы мақұлыққа айналу үшін идеалдарды жоюға тырысады. Сосын тұрады тағы мына экзистенциализм жағы айтады. Қоғам идеалсыз өмір сүре алмайды. Біз үнемі болмыс ретінде ашылған мәңгі бақи мәнін жоғалтпайтын адамдарды үнемі кейінгі буынға үлгі қылып насихаттап отырмайтын болса, қоғам өліп қалады. Жаңа ішіп жемнің соңында жүріп. Ең соңында біз жаңағыдай адам таппай қаламыз, сенім артатын деп. Олар айтады, бұл кітапта бұл берілген анализдердің ішінде кездеседі. Яғни осы идеалдар бізге не керек? Онсыз сол идеалға ұқсамай қалдым, менің өмірім пәленше қаныштық сияқты болмай қалды, құрбасқа біз депрессияға түсіреді. Давайте осында әркім өзіне ұнаған өмірді сүрсін, әркім өзіне өзі идеал болсын. Онсыз да сол сәл идеалға ұқсамай қалсақ болды. Мына ұятмендер келеді тағына, пәленше үйтіп еді, сен үйтпедің, Абай кезінде бәлен жасында бүйтіп еді, сен бүйтпедің, әуезов 17 жасында пьеса жазып еді, сен жүрсің болса мынау деп бізді орынсыз түртпектеп, мазалап, біздің көңіл күйімізді бұзады. Одан да мына идеалдарды жойып жібере салайық тағына. Рахаттанып, әркім өзінің өмірде жеткен жетістіктерін насихаттасын одан да дейді. Сосын бұл ауру жұғады тағына, мына қазір Инстаграмда елдің бәрі өзінің жаңағы жеткен жетістігін насихаттай қаламын деп, жаңа қыдырғанында, баласының оқуға түскенінде, жаңа болмайтын бір мектептің жарысына барып бір медаль алып келсе де, ойбай мен балам үйтті, енді өзің үйіңде отбасыңда ғана атап өтетін заттар ғой, енді мемлекеттік маңызы жоқ, оның бір ұлттың бір рухын оятатын зат емес. Сондай бір ұсақ түйек майда шүйдеге түсіп кетеді тағына, ең соңында сен жаңағы мынандай тамақ жеп отырмын мен бүгін мынандай киім сатып алдым, күйеуім маған мынандай машина алып берді деген сияқты надандықтың түбіне құлайсың. Ең соңында қоғам бірінің етін бірі жеп бітеді деген сөз. Сондықтан бұл кітапты оқыған кезде тек қана Қаныштың өзі насихатталып тұрмайды бұл жерде. Қаныштың қасында қанды көйлек досы ғылыми майданды 61 жылға дейін соңына дейін соғысып жүргізген Мұхтар Әуезов. Оны біз білмейміз де. Соны тек Абай жолын жазған, Абай насихаттаған деп кете береміз ғой. Екеуінің бірігіп алып стратегия құрып, ана қазақтарды жұлып аламыз деп надандықтан. Енді ол кездегі қазір ғой біз қарнымыз тоқ болғаннан кейін әр нәрсені айта береміз. Сол кезде бұның 46 жылы 1 шілдеде өз ғылым академиясын ашып отыр. 46 бір артқа қарай есептейтін болсаң 16 жыл ұлт азаттық көтеріліс басталады. Ол артынан карательный отряд келеді тағын қазақтардың қырадана торғайдың даласында ол қуалап отырып. Ол біте берген кезде 17 жылы ақпан революциясы болады, патша түсіп қалады тағын хаос басталады. Анархия шығады ана жерден. Үкімет жоқ. Бұрынғы ақ патшаның заңына зар болып қаласың ол кезде сен енді. Заң жоқ, закон жоқ. Кім күші көп тонайды енді ана жерден. Сөйтіп тұрғанда большевиктер келеді. Ол азамат соғысын туғызады. Ол азамат соғысын туғызғанда кімдер ақтың нелері, офицерлердің бәрі, генералдардың бәрі солтүстік Қазақстанды басып Қытайға қарап қашпай ма? Кетіп бара жатқан жолында қарын аш, қазақтардың малын бәрін тонап, өлтіріп, қызын болса алып кете береді ол жерде. Ол біте берген кезде совет өкіметі орнап, әйтеуір бір тәртіп орнады деп берген кезде коллективизация басталды да, мынаның бәрін малын тартып алады. Сол кезде бұның Қаныштың өзінің әке-шешесі ана қайтыс болып кетіп, ағасы бөгіш омбыға қарай көшіп кетеді сол жерден. Енді ол біте беріп еді, ашаршылық келді 32-ның. Ол 3 миллион қырылып қалды, 6 миллионның. Ол біте беріп еді, 37 басталды. Алтыда көз ашын бәрін қырып еді, 41 жыл басталды. Сөйтті дағы 45 жылға келген кезде селдіріп санаулы адам қалды ғой, оқыған адам жоқ, ел бола ма, болмай ма деп тұрғанда, Мұхтар әке қорықпай, Шаяхметов бар өзі билікте отырған, Ильяс Омаров бар, бірікті дағыны, таңның атысы, күннің батысы, тек қана ғалымдарды дайындап еді. Соның ішінде естелікте жаңағы сол кездегілер жазады. 55 пен 65-ның арасында Советтер одағындағы 15 республиканың ішінде ең сауатты көз ашқан қазақтар болды дейді. Москва, Ленинградқа направлениемен бар оқиды ғой, азулықтар жіберді. Сол кезде бәрі барып оқи алмай, күші жетпей, орысша ғылымды игере алмай, бәрі қайтып кетеді.
Қаныштың жаңағы направление жазып береді ол енді. Қаныштың нұсқауымен барған бірде бір қазақ диплом алмай қайтқан жоқ дейді ғой. Түгел жапырып тастады дейді. Сонда қазақтардың Москва, Ленинградтағы авторитеті 50-60 жылдар Қаныштың балдары деп атайды бұлар. Өте биік деңгейге көтеріледі. Сондықтан бұл кітапты оқыған кезде тек қана жаңағы азынан кешке дейін отырып алып, мына кітап бастан аяғына дейін жаңағы Қаныш андай еді, Қаныш мұндай еді деп Қанышты мақтай бермейді. Оның қасында тіпті Қажымұқанға дейін кіріп кеткен бұның ішінде. Ол да бірге жүр. Себебі 21-ші жылы қазақ АССР өзінің жаңағыдай бөлек АССР болғанын тойлаймыз деп, ана әдеде саяси стратегия бар, ана солтүстік Қазақстанды бермей отырған Смирнов деген Шовинистке қарсы бұл біздің жерде бұлар той ұйымдастырады Баянауылда. Сол кезде 22 жасар Қаныш сол тойды 22 жасар бала бір мемлекеттің тәуелсіздігін тойлайтын ұлы тойдың ұйымдастырушысы болған сол кезде. Соған Қажымұқан шақырған. Қажымұқан келіп сол жерде сөз сөйлейді, өнер көрсетеді, ана халыққа жігер сыйлайды. Ол өте қызық. Кім біліп жатыр кәдімгі мысалға соны. Қаныш пен Қажымұқан екеуі бірге жүрді дегенді. 22 жасында Қажымұқанның қасында жүр. Сондықтан бір кітапты оқыған кезде тұтас бір дәуірдегі жасап өткен күрескерлер, тұлғалар, ғалымдардың бәрінің жан алып жан беріскен күрес, ол кәдімгі адамға жұғады. Кітапты оқып отқанда қаның бүлкілдеп кетеді кәдімгідей. Санжар мырза, енді осы кітапты жазуда сіздер қандай дерек көздерді негізінен қолдандыңыздар? Сосын бір тарихта білесіздер ғой, бізде әркім әр нұсқа жазады да, бір тарихи қайшылықтар бар. Осы мәселелерді қалай шештіңіздер? Өте тамаша сұрақ. Осы сұрақты қашан қояды деп өзім іштей шиырып дайындалып отыр едім. Жалпы бірден айта кетейін, Қанышты туралы жазатын кезде өзі өте қиын да, себебі бұл кісі 55-ші жылы ғылым академиясына қуғынның сүргіннен қайтып келеді Москвадан, сөйтіп оған дейін бұл геология институтының директоры болып төмендетіп жібереді, 55-ші жылы бұл қайтадан президент болады. Қуғын сүргіннен кейін, Сталин өлгеннен кейін әңгіме. Содан кейін бұл Алматыдағы коммунистік партияның орталық комитетімен екі жақ ұстасады. Бұлар бұған күн бермейді, былайша айтқанда. Себебі бұның қатты атағы даңқы шығып кетеді дағыны, ана соғыстың кезінде. Содан бұның тірсегін шайнау басталады. Сосын бұл кісі 64-ші жылы қайтыс болғаннан кейін Қаныш туралы бірде-бір кітап жазбайсыңдар, бірде-бір фильм түсірмейсіңдер. Неге десе, кеше Хрущев айтты ғой 20-ші съезде сендерге жеке басқа табыну деген қоғамдық дерт пайда болады. Сталинге сөйтіп табынған адамдар, сөйтіп құртқан. Енді сендер оның орнына келіп Қанышты идеализировать етіп жатсыңдар. Болмайды бұл деп өтірік тыйым салады да. Қаныш туралы шыққан кітап және оны зерттеймін деген адамдардың бәрін қудалап, бәрін тентіретіп жүрген кәдімгідей. Содан бұны соңына түсіп алып, Қаныштың өмірін зерттеп, оған зерттегенде тек әдеби емес, құжатпен түседі. Ол Медеу Сәрсеке. Бұл жерде енді мен өте бақытты адаммын. Себебі 22-ші жылдың желтоқсан айында мен Астанада отырып кездейсоқ осы Медеу Сәрсеке тірі ме екен, осы қаяқта екен дегенде столдың басында біреу айтып қалды, ол Астанада тұрады деп. Дереу біреулер арқылы хабарласып, немересіне шықты. Атам келсін деп жатыр, ертең емес ары күнде. Үйіне жетіп барсам, Медеу Сәрсеке атамыз қартайған, үйінде отыр, кітабының редакциясы. Не болды деп. Сөйледім, екеуміз әңгімелесіп кеттік. Ол енді ол әңгіме туралы бұл жерде айтпаймын, ол өте қызық, өте құпиясы көп әңгіме. Содан бұл маған от берді. Содан бұл кісі Қаныш туралы деректерді зерттеген кезінде тек архивный материалдармен жұмыс істегенде документтерді алып тізе берген, сөйтіп бұл мынандай кітап жасап шығармай ма қазақтың Қаныш деген. Ол 76-шы жылы, 75-ші жылы дайын болып шығайын деп отқан жерінен орталық комитеттің идеология жөніндегі хатшысы пәрмен түсіреді. Қаныш туралы кітапты құрдыңдар, шығармаңдар деген. Сөйтіп тағы оның бәрін өртеп, қидалап, ана терілген қорғасының бәрін шашып тастайды ана жерден. Содан бұл кісі өзі 27 жасында бастаған Әлкей Марғұланның тікелей тапсырмасымен 40-қа толмаған жігіт ерексет тағыны, оны да мен сендерге көрсетемін дейді тағын. Бұл Москва, оны орыс тіліне аударып, бұл Москвадан шығарады. Ол Москвадағы көмектесуге телефон беріп отырған, өлуіне 2 апта қалған кезде Таисия Сәтбаева әйелі береді телефон. Барса, біреу Касыгин сол кездегі министрлер советінің председателі. Үлкен қызмет. Екіншісі Антропов деген замминистр отыр. Оның үстінде Славский деген отыр. Соларға бараттағаны, сол жерден ЖЗЛ-мен 80 жылдың шығарып жібереді орысша. Бірақ бұның Қазақстанда сатылуына Алматыдағы орталық комитет тыйым салаттағын, ол кітапты бұлар өзі черный рынок деп айтады жаңағы. Москвадан жасырын жолдармен алдырады, ол 50 сомнан сатылған. Кітаптың өзінің құны 1 сом 40 дейін тұрады. Ал ол кездегі советтегі адамдардың алатын айлығы 85 сом. Сонда 85 сом өзі жалақы алады, соның 50 рубльна бұлар сол Сәтбаев сатып алып оқыған сол кезде, қызықты қара. Сондықтан бұл негізгі дерек Медеу Сәрсекеден алдық. Оның интервьюлары, мақалалары, сосын қазақтың Қанышынан бөлек қуғындалған Сәтбаев деген тағы бір кітап жазып тастаған. Оның бәрін архивтік құжаттармен бекітіп отырады. Мынандай оқиға болды, қазір мен бұның копиясын көрсетемін сендерге дейді. Нөмірмен қосып тіркеген кезде тырп еткізбейді. Ал енді
біреуі жаңағы Кошкина Сәтбаева Таисия әйелі, ол өзі Брестиль жазған, ол кітапты біз алдық. Сосын қызы Мейіздің жазғанын мен енді мындай сұхбаттарда нелерден алдым, бірақ Шәмшибану Сәтбаева Сәулелі әулет пе, сондай кітабы бар. Одан бөлек Евний Букетов. Ол Евний Букетов бұл жерде өзі кітап жазған кезде ең әлсіз тұсың болады. Ол әмәнді тұлғаның кішкентай кезіндегі қалыптасу, 10 жасқа дейін қалыптасу кезеңін білмей қаласың. Көбінен студенттік шақтан барып тарқатып кетеді ғой енді. Ал адамды қалыптастыруда енді жаңағыдай негізгі рөл ойнайтын нәрсе туылғаннан бастап 10 жасқа шейін бұл не оқыды, қандай аңызбен өсті, қандай кітаптар оқыды, қандай тәрбие алды, шешуші шайқас өрді болады. Ол жерде материалды ала алмайсың, сен білмейсің. Оны сөйтсек Әлкей Марулан шақырып алғандағы Евний Букетовке, мына жаңағы орыстың еврейдің академиктері күліп отыр, мына қазақ сияқты надан жабайы халықтың ішінен Сәтбаев қалай шықты, мұғжиза ғой деп. Оны шығатын түгде жоқ, оның бәрінің тәртібі бар. Қазақтар деген кішкентай кезінен баланы сонда тәрбиелейді. Аналар білмей отыр, бар да көрсетші аналарға деп мұны айтады. Сосын Евний Букетов бұл фокусқа туылғаннан бастап алады. Қалай азан шақырып атын қояды, оны шақыртады, ол азан шақыртатын адамды, ол бәрі хазіреттер, ишандар, бәрі ол дінді ішіп алған адамдар. Сосын аты Құран кітаптың кітап ашып атын қояды. Сосын Құранның мұқабасында туған жылын, күнін, атын бәрін сөйледі. Әкесі Иматай жазған оны сөйледі. Сөйтіп тағыны бірінші әйелі қалай болды, екінші әйелі қалай болды, олар қалай үйленді, қалай қонақ күтті, қалай жаңағыдай бісміллә деген сөзді қалай үйретті, ассалаумағалейкум деген амандасуды қалай үйретті. Бәрін тәптіштеп тұрып жазады. Тағыны біздің қолымызға бұл құны жоқ қазына Евний Букетовтың міне ол кітап тұр мына жерде, ертең сатылып жатыр. Бұл Каспийде тұр, Жас қаныш деген. Бұл енді бір тұнып тұрған бір енді карамат енді, қадіріне жетсең. Одан бөлек мысалға бұның жігіттік шағында мынау Совет өкіметі орнап кетеді тағын, бұл туберкулезбен ауырып жаңағы семейден ауылына келген кезде Совет өкіметі ауысып кетпей ме? Сол кезде бұны алады тағын судья қылып қояды ғой, енді оқыған адам жоқ деп. Содан судья болып кетеді, сот болып кетеді. Сол кездегі өміріне қатысты мысалға мына Төкен Оразов деген кісі жазған, бұл 71 жылы шыққан кітап. Бұл енді өзі сол Баянауылдың жақтың кісісі 67 жылы ма Қаныш Сәтбаев туралы деректі фильм түсірген бұлар, жабылып. Сөйтсе орталық комитет алғандағын, мынау деген не деген сұмдық, Қанышты асыра мақтап жүресің, мынау деген культ личность деп ойлайды, фильм түзіп жіберген. Соған едексіп 71 жылы мына кітабын шығарады. Сөйтсе оны алады да бұны қудалап мына кітабын сатуға тыйым салады да, оның жүрегіне салмақ түсіп кетеді ме, бір жылдан кейін қайтыс болып кетеді да. Бұл кісінің кітабы да жоқ болып кетеді, өзінің де аты ұмытылып кетеді 71 жылдан кейін. Тіпті ересек адамдардың өзі танымайды, Төкен Оразов деген кім деп жүр. Қанышты зерттеп жүрген адамдар өзі есіне түсіре алмады. Содан бұны архивтен қазып қопарып тауып алдық тағына, жаңағы орталық комитеттегі сол кездегі коммунистерден, секретарлардан кек аламыз деді тағы, біз бұны қайтадан басып шығардық. Сонда негізгі деректер жаңағы өзінің әйелінен қалып тұр, сосын архивтегі материалдардың бәрін ол Медеу Сәрсеке, Орджоникидзе, Сталин кезінің хатына шейін тауып алды олар. Сөйтіп үстінен жазылған арыздарды да тауып алды. Оның бәрі шығып кетті қазір. Бір шетінен бұл да бір материал да, материал директор айтылған сен, мына Қаныш Сәтбаевтың үстінен 20 жыл тоқтаусыз арызды жаза берген, ол Қаныш Сәтбаевтың үстінен жазылған арыздар деген кітап шығаратын болсаң, қалыңдығы мынандай болады. Оның түбіне жете алмайсың. Мен ана арыздарды оқимын деп миыңды айландырып жібереді, адам ішінің бәрін қараға толтырып жібереді, анау жаба береді, күйе жаға береді, жүрегің ауырып кетеді. Сосын біз үлгі ретінде ғана міне сол заманда жазылған арыздың біреуімен танысыңыздар деп 10 беттік арызды мына кітаптың соңына тіркеп қойдық. Ана 50 жылғы арыздың қандай болатынын сендер біліңдер деп. Ана жүрегіңді шаншыған кезде өліп қала жазайсың ана арызды оқыған кезде. Ол қазіргідей қазір адамдар қорқа жазады ғой мысалға. Өйткені өзіңе ұруы мүмкін. Сол арыздардың бірінде Баянауылдан академик көп шыққан деген. Бұны туысқандарын жинап алды деген жала бар екен. Земляктарын жинап алды дейді тағыны, бүкіл жаңағы руластарын жинап алды деп арыз жазған бұның үстінен. Бұның арна комиссияға тексереді тағын қараса, қызық, анау академиктер санына шыққан кезде керісінше Батыс Қазақстан, Оралдың қазақтары көп болып кетеді. Екінші Павлодар болады, үшінші Семей болады. Ал сосын енді жерлестер деп шынымен де Баянауылдан шыққан жаңағы Бекмахановты, Әлкей Маруланды, Шапшық Шойкинді алса, олар дүниежүзілік деңгейдегі академиктер. Бірақ бірінен бір өткен мықты. Бірінен бір, олардың әрқайсысы 100 жылда емес, 500 жылда бір туатын ғалымдар. Сондықтан айтады, мен бір жаңағы қолына дым келмейтін біреуді сүйреп жүрген жоқпын. Бұлар деген одақтың деңгейіндегі 4 аяғын тең басқан ғалымдар ғой деп. Сондықтан ол да күйреген. Онда миллион түрлі жала бар. Енді бұның ішіндегі ол руластарын жинап алды, жерлестерін жинап алды деген ол өте жұмсақ аргументтер да, бұл адам қатты әсер етпейді. Бұның ішінде ең қауіпті оқты Шойынбаев атады, Тілеуқажы.
ол бұның 17 жылы Мұхтар Әуезов екеуі Алашорданың мүшесі болған, бұл сөйле жүрген деген. Ал ол енді ең қауіпті нәрсе. Ол кезде сен егер Сталиннің кезінде, тірі кезінде ол статьямен шығатын болса, атылмай қалдым дегенде минимум 25 жыл аласың. Ал сен 25 жыл отырып келмейсің ешқашан да. 5-6 жылда өліп қаласың. Сен 56 градус аязда алтын қаздырып қояды. Кеткендердің көбісі келген жоқ қой, көбісі өліп қалды оның. Сосын келгенде туберкулез болып келеді. Бекмахан мысалға сотталып кетті ғой 25 жыл. Ол 1 жыл 5 ай отырған. Келгеннен кейін туберкулездің ол 10 жыл зорға өмір сүрді дағы 50 жасында өліп қалды. Сондықтан бұл айтып отырған заттардың бәрі дерек ретінде бізге жұмыс істейді енді. Сондықтан енді одан бөлек әртүрлі кезеңде кейін енді бұл жерде бір нәрсені айта кету керек. Жалпы Қаныш Сәтпаевқа қатысты деректердің жиналып қайтадан лап етіп жарыққа шығатыны бұл 89 жылға дейін Қаныш 86 жылға дейін 87 жыл деп айтайық. 87 жылға дейін Қаныш темасы үнемі қысымда жабық болған. Оған жолап кеттің ба басың кетеді. Не қызмет тура мағынасында басың кетеді. Өйткені жүрегің ұстап өліп қаласың. Бұнымен айналысқан ғалымдар 58-59 жасында өліп қалған өзі, ана қысымға шыдай алмай. Сондықтан бұның бұрқ етіп жарыққа шығатын кез 89 жыл. Неғып 89 жыл аяғасында мұндай болып кетті? Себебі 88 жылы, 86 жылы орталық комитеттегі команда ауысады. Бұрынғы билікте отырған секретарлар бәрі қызметінен кетеді. Бірінші секретар Колбин келеді. Сөйтті ол жерге идеология жөнінде секретар болып Өзбекәлі Жәнібек келеді. Сөйтті тағыны ал енді тарихи әділдікті салтанат құрғызамыз дейді тағыны. Ақтайды, бәрін жинап алады, Алаштың бәрін ақтайды да, соны Қаныш Сәтпаевты қайтадан шығарды да, бұл дүрлеп қайтадан шығарды. Сол кезде 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99-ға дейін бұл деректердің бәрі шығып кетеді. Бірақ ол кезде қазақ қоғамы сен білесің бе, білмейсің бе, мен білмеймін. Ол кезде мен студент едім, 20 жасар. Бүкіл Қазақстан Аладорба арқылап базарда жүрген. Еркектердің бәрі рекет болып кетті, әйелдердің бәрі пойызда Аладорба арқылап пойыздың ішінде пойыз болып сауда жасап жүрді. Сөйтті ол Қаныш туралы не шығып жатыр, не қойып жатыр, ол Қаныш насихатталып жатыр ма, насихатталып жатырған жоқ па, оған қарауға шамасы жоқ. Сөйтіп бұл Қаныш насихаттайтын ғалымдардың бәрі қартайып 2000 жылдардың қарай бәрі дүниеден өтіп кетеді тағыны. Жаңа заман туған кезде енді бұның бәрі интернет заманында жоқ, кетіп қалған, библиотекада қалып кеткен шаң басып. Енді адамдардың бәрі Стив Джобс, Цукерберг, Джек Ма, солар идеал болып шыға келді тағын, елдің бәрін байы қалам, елдің бәрін аспанға ұша қалам, қатыра қалам деді тағын, сонымен кетті. Енді нәтижесі не болды? Мәнсіздік басты. Енді міне бәрі қайтып келді. Сондықтан дерек Қаныш Сәтпаев туралы кітап жазатын кезде деректен сен ашаршылық көрмейсің, өте көп. Көп, Санжар мырза, енді жас ғалымдарға өзіңіздің бір кеңесіңізді айтыңызшы. Мәселен, мен танитын жас тарихшылар, мысалы, кез келген бір тұлғаны зерттеу барысында жаңағыдай бір архивтен, мұрағаттан бір жала жабылған немесе бір арызды, домалақ арызды тауып алса, бір жерден жеті қоян тапқандай соған ғана сүйеніп бір қаралап кететін жағдайлар көп туады. Осы жерде балансты сақтау үшін, тарихи тұлғаға әділ баға беру үшін жас ғалымдар нені ескеру керек? Бұл жерде енді ол енді тарих ғылымның енді өзінің қалыптасқан тәртібі бар ғой. Енді олар жаңағыдай біз құлақпен жеткен әңгімеге сенбейміз, оның бәрі бұрмаланып отырады. Хатқа құжатқа не түседі, сол архив материалымен ғана шығамыз. Сондықтан тарих ғылымы сөйлеген кезде архив сөйлейді деп олар сол нені қояды. Бірақ енді оның екінші бір тарапы бар, логикамен қуалау деген болады да. Яғни құжатта солай болғанмен, бірақ кейінгі көрінісі, нәтижесі басқа нәрсені көрсетіп тұратын болса, ана құжатқа күмән келтіретіндер де бар. Мысалға біз мына қызық 41 жылдан 44 жылға қарай мынау соғыс басталды ғой енді. Сол кезде Сталин қорқып кетеді тағыны, айтады, оған келген біреулер айтып жатыр ғой енді, ойбай, Иосиф Виссарионович, сіз дінді қатты қысып жібердіңіз, қазақтарды қатты қырып жібердіңіз, енді соғыста олар сізге симпатиямен соғыспайды дейді ғой енді. Сондықтан дінді босатыңыз, батырларын босатыңыз деп. Содан бұл 41 жыл 7 ноябрьде тұрып алады тағын, біз жаңағы ана Россияның батырларын Пожарский, Пәлен, Кутузов, солардың рухы қолдасын бізді, давай солар сияқты неміс жаншып тастайық деп сөйлеп тұрған. Ол белгілі әңгіме, кең тараған, видеосы да бар ютубта. Соны біздің идеологтар алып алады. Сөйтіп тағынан көрдіңдер ме? Дәл Сталиннің өзі айтып тұр дейді тағыны. Біз де тура солар сияқты насихаттаймыз деп Шайахмет тұрып алады тағыны. Кенесарының рухы қолдасын, жауынгерлер сендерді, Наурызбай батырдың, Махамбет батырдың, Исатай батырдың рухы қолдасын деп бұл сөз сөйлейді ана жерде. Ана Панфилов дивизиясын тұрғызып қойып, ішінде Бауыржан Момышұлы бар оның. Содан бұлар кеткеннен кейін 4 жыл, 5 жыл ұлтшылдықты гүрілдетеді. Жалпы қазақтардың ұлттық идеологияның қатты күшейіп, қазақтардың қатты бір есін жинап алған кезі соғыстың кезі. Адам
мұғжиза қызық. Мына жақта қан майдан болып жатыр, мына жақта ғылыми майдан болып жатыр. Бұлар керісінше пайдаланды мына соғыста, аналар ми ашып, неміспен ми ашып жатқанда көтеріңдер ме. Анау алғашқы республикалық айтысты ұйымдастыру, мұрын жырауды алдыру, Дина Нұрпейісованы алдыру, бәрі сол кезде болып жатқан оқиғалар ана жерде. Сөйтіп тағы 45-ші жылға қарай мына қазақтар құтырып кетті. Бұлардың енді қайтадан жаңағы тәубесіне келтіру керек деп бұлар келіп қыспай ма сол кезде анау центральный комитет өзі Москвадан түсіреді ана жаққа. Анау ұлтшылдардың айт тиіс жүрсін деген сияқты. Сол кезде мына ішінде бір дерек бар. Сәбит Мұқанов келді. Партиядан нұсқау түсті. Ана есіріп бара жатқан ұлтшылдарды сынап тәубесін түсірсін деп жатыр. Жігіттер келісіп алайық. Так, сен пәленшені сынайсың, түгенше сен сынайсың. Так, мен пәленше сені сынаймын деп ана келісіп отыр бір. Болды, ана жазып жатты. Сонда бұлар Москвадағы орталық комитет ақымаққа отырып жерде отырып алып. Өтірік ойын ойнайды да. Мен сені сынаған боламын, сен мені сынаған боласың. Ал оның бәрі хатқа түсіп архивте қалып жатыр. Оны қазір жастар тауып алып, мына пәленшені сынаған. Мысалы Мәлік Ғабдуллинді Мұхтар Әуезовпен Қаныш Сәтпаев соғыста жүрген жерінде ана өліп қалмасын, ана Қобыланды зерттеп жатқан біздің ғалым тезірек алдырыңдар ананы деп, оны өліп қала ма, өліп қалмай ма деп екеуі құдайларына жалынып отырып, бір ғалым үшін жан алысып, жан берісіп жатыр. Момышұлында 43-ші жылы алдырып алып, өліп қалуы мүмкін деп лекция оқып жүргендері сол бұлардың. Сөйтіп Мәлік Ғабдуллинді алдырып, оған жаңағы қорғатып, Қобыландыдан оны жаңағы әдебиетші қылып жазушылар одағында ұстап отыр, ол отырып алып Әуезов сынап жатыр мысалға. Ойласам, мынау не деген ұятсыз адам деп. Кейін қарасаң екеуі шай ішіп отыра береді мысалға. Түк болмағанда кешірім сұрап қояды. Сонда оның бәрі ана амалсыздықтан, усыпить бдительность врага деген бар ғой, жаңағы дұшпанның назарын әлсірету деген. Сол аналар біз олармен төбелесіп жатырмыз дейді тағыны, өтірік бір-бірін жаңағы сынап газетте жариялап қояды да, былай отырып алып шай ішіп отыра береді. Мысалға Сәбит Мұқанов пен Мұхтар Әуезов екеуі жаңағыдай соғысып жатқан сияқты болады. Ал былай қарасаң кешке Бауыржан бәрі отырып алып қонақта шай ішіп тамақ ашып әңгімелесіп отыра береді. Сондықтан ол кездегі жаңағы доностар қалай жазылды, ол кім-кімге барып өтінді, оның бәрін ескеру үшін экзистенциализм болуы керек та. Былайша айтқанда жан дүниеңмен, көңіліңмен сол заманның атмосферасын, сол адамдардың бойынан жүріп жатқан сезімдерді сезінетіндей жағдайға бару керек ана адам. Ол не үшін ондай жазуға мәжбүр болды? Ситуация қалай болды? Өзі бірінші секретар кім, екінші секретар кім, идеологияны кім ұстап отыр? Соның бәрі есепке алыну керек. Ал бірден білінеді. Мысалға, бірінші секретар сарт етіп ауысып кетті ма, ертеңде жазылатын доностардың мазмұны өзгереді. Сарт етіп идеология жөнінде хатшы ауысып кетіп, орнына басқа біреу келді ма, ертеңде басқа доностар жазылады. Мысалға, Ильяс Омар бәрін ақымақ қылған сол жерде отырып алып, ана нелерді ұлтшылдардың үстінен донос жазатындардың бәрін ол жынды қылған. Келген арыздың бәрін алғандағына болды. Ертең бюрода қараймыз. Кім Қаныш Сәтпаев па? Вот. Атта лақтырып тастай салады. Екінші Бекмахановтың үстіне мынандай арыз алып келеді. Кім Бекмаханов па? Болды. Ертең бюрода қараймыз, әкел. Лақтырып тастайды. Өстіп отыра берген ол мысалға. Кейін басына бәле болады оның 51-ші жылы. Сөйтіп ана разборка басталған кезінде мынаған біз 100 рет арыз жазғанбыз. Бірде бір рет бюрода қараған жоқ. Бүкіл арызымызды мусорға лақтырып жіберді бұл деп. Сондықтан кім отыр ол жерде? Командасы кім? Өзі Сталин тірі ме, тірі емес пе? Ол да есепке алыну керек. Соны қарау керек. Бәрі тұтас қарастырылу керек. Жақсы. Оны айтасың сен, өткенде осы дүниені шулатып жүрген атақтана Британияның ғалымы Питер Франкопан деген кітабымға өшіге презентация жасап бардық. Сол тұрып айтып отыр, енді тарихшыларың сендердің бұрынғыдай тек қана архивпен, басқа археологиялық қазбамен жұмыс істей алмайды. Енді сен климатты зерттейсің дейді. Мына ауа райы тарихқа қалай әсер етеді? Енді биология мен химиямен айналысасың деп отыр. Сен архивтегі бір-екі доносты айтасың. Сондай. Санжар мырза, мына сұрақ менде туындап тұр да. Бізде қазақ зиялылары, оның ішінде Қаныш Сәтпаевтың да жар таңдауда өзге ұлттан таңдаған. Осының бір сол уақыттағы замани тарихи себебі бар ма? Бар. Жар таңдауда. Осыған жауап берсеңіз. Оның жауап беретін түгде жоқ, ол өте оңай жауап. Ол кезде қазақ қоғамы ол өзінің ескі дәстүрлі жолында келе жатыр. Сондықтан қыз балдарды оқытпайды, тек қана бұзылып кетеді дейді тағын. Ұл балдарды алады Россияға жібере береді. Ол Россияға барғаннан кейін ана татарлар Россияның ішінде отырғаннан кейін олар қыз балдарын оқытуды ерте бастап кеткен бізбен салыстырғанда. Енді ол барды 4 жыл, 5 жыл жүреді, оқиды, ғылыммен библиотекада неше түрлі концертке барады. Енді ол арғырап оқу үшін, үйрену үшін, енді оны библиотека ұстау, архивтегі документтерді реттеп қою деген сияқты саған сенімді әйел керек. Өзің оқыған жігітсің ғой мысалға. Сен барып қазір ештеңе оқымаған, поледа жүрген, мына қағаз қаламды қақпайтын, кабинет дегенді ұқпайтын, кітап жинау деген мәдениет қалыптаспаған қызға барып үйлене алмайсың. Ертең сенің кітаптарың бәрін алып жағып жібереді ана жерден, білмесе егер.
Сондықтан сен жар таңдау мәселесінде іштей сезімдеріңе толық еріп бере бермей есептейсің ол жерден. Мына ертең үлкен осындай бір шаруа көздеп тұрмын, соған серік болуға жарай ма деген сияқты. Сондықтан ол Россияның ішіне өзінен Қазақстанда оқу орны жоқ мысалға. Ары кетсе Семейге барып қана оқиды. Қалған бәрі сен Томскке кетесің, Новосибирскке кетесің, Орынборға кетесің, орыстардың ішіне қарай кіресің. Сондықтан кіргеннен кейін бұлар амалдың жоғынан ассимиляцияға ұрынатындағыны енді мұсылман ғой әйтеуір, енді қазаққа бір табан жақын ғой деп көзі татардан алуға тырысады әйтеуір. Бізге қарай болыс, бірақ орыстан алғандар да бар, орыстан алғандар да бар. Бірақ ол кезде енді бір шетінен олар орыстан алуға қатты қорықпайды да, себебі ол кезде ана иммунитеттері күшті ғой, орыс болып кетеді деп қорықпайды. Сөйтіп тағына жарайды, орыстан алсам аламын, бәрі мұсылман қылып аламын дейді тағына, некесін қияды тағына мұсылман қылады да кете береді. Ол өзінің сенімділіктен шыққан. Қазір мысалы қазақтар өзінің тілі, мәдениеті, руханияты, әдебиеті гүл-гүл жайнап тұрса, қазір де ала бер мысалға. Барды саған ғашық бір орыстың қызын алып, барды жаңағы некеңді қиып мұсылман қылып қойды, ал мынаны қазақша сөйлет десең сөйлейді, қайқа барады. Ол қазір орыстанып жатқаны сен мәдени майданда жеңіліп жатқаннан болып жатқан нәрсе. Мысалға Қажымұқан анау поляк қызды алып келеді ғой. Ойбай мен бала шағам орыс болып кететін болды, поляк болып кететін деп қорықпайды да. Ол қазір қызықты көрсетем, қазақтың даласын көресің, сен анау мынау деп алып келіп Орынборға беташар жасаған кезде кәмпит шашып домбырамен беташар жасады, әйелім аузы ашылып отыр, содан кейін Сарыарқаға қарай тартып кеттік деп. Ол алады да Бәтима деп атын өзгертеді, ол кезде мұсылманшылықты қабылдатады, салт дәстүрдің бәрін үйретеді, үйге келген қонаққа жаңағыдай нені мата беру керек, кімге шапан жабу керек, кімнің ыдысын бос қайтару керек, соның бәрін меңгеріп алады ол кезде 2 жылдың. Сондықтан ол кезде татарыңды да орысыңды да шайнап жіберетін күші бар. Осы бір шетінен соған сеніп тұрады олар. Ал енді осы ғылыми майданның ішінде бар, мысалға соғыс қайнап жатқан уақытта Шаяхметов пен жаңағы кім Нұртас Оңдасын қаныш барып, мына Жемпи бар ма, қыздар институты, соны ашып жатыр. Сонда соғыс қайнап жатыр, бұл қалай десе, бұл Сталинге хат жазып отыр. Осылай да осылай біздің ер азаматтардың бәрі соғысқа кетіп қалды. Енді мына оқымаған қыз балдарды мен еңбекке тартуым керек, еркектер жоқ, болса да мүгедек майданнан келген. Сондықтан маған жаңағыдай қыздар педагогикалық институт ашуға маған рұқсат беріңіз, ақша беріңіз. Сосын олардың ішіп-жемін жататын жерін бәрін мен тегін қылуым керек деп. Сталин оған рұқсат берді. Екеуі не Шаяхмет пен Сталин өзі бір жақсы дос болған екен. Сол бұл достығын пайдаланады дағы мына Жемпиді ашып тастайды. Сөйтіп тағы оның бүкіл жағдайын өте жақсы жасап, қазір де жағдайы жақсы бұл институттың. Ал СССРдың кезінде сен ол институтқа түсе алмайтын тұғын. Өте қиын болатын тұғын. Сөйтті сол ашып жатқан кезінде ана біреу естелік айтып жатыр. Мен Шаяхмет шақырып алды да осылай да осылай ертең бәрін оқисыңдар, оқығаннан кейін әңгімелерің жарасатын, терезесінен ғылымға, өнерге, мәдениетке бейім бар қыздар іздейсіңдер. Сөйтіп қазақтың арасынан таппайсыңдар да бәрін не татарға, не орысқа жүгінесіңдер. Қарашы, менің қатыным татар деп айтты. Ана Қаныштың қатыны орыс, анау Бекмахановтың бірінші қатыны татар. Бұл жерде өзі әйелі қазақ, салт дәстүр ұстанып отырған Сәбит Мұхановтың ғана әйелі екен. Бауыржан Момышұлы бұл кезде қазақ болған әйелі, бірақ ол майданда жүрген ана жерде. Қалған бәрін отырып алды. Ілияс Омаровтық татар, тағы қай чиновниктер бар, Нұртас Оңдасын орыс. Соны сол жерде айтады. Сөйтеді, болды енді тоқтатыңдар, генофондтың бәрін құртып бітесіңдер. Бұдан былай мен Жемпиді ашам, бәріңе айтыңдар, тек қана оқыған қазақтың қыздарын үйреніңдер. Мен мына стратегияны солай құрып отырмын деп. Енді Сталинге енді өйтіп айтпайды ғой. Ойбай мен мыналарды оқытып, жаңағы маған еңбек күші жетіспей жатыр деп жазады ол хатты. Бірақ кабинетте сондай әңгіме болып жатыр дейді. Сондықтан егер сол дәуірге екеуміз түсіп қалып, ішкі Россияға барып екеуміз оқитын болсақ, 1910 жылдары несе немен я орыс, я татардан қатын алар еді. Қайтып енді сен ауылға келіп, сен енді үйлене алмайсың мысалы. Енді анау көшпелі өмірмен мына енді академиялық білім үйренген екеуің бір нүктеде тоғысу қиын болып қалады. Оқыту керек қой онда барып. Санжар мырза, сіздің қыздарды оқыту бойынша қазіргі ойыңызды білем, бірақ 2006-2008 жылдарда сіз қыздардың оқығанын қолдамаған екенсіз. Оған ойыңыздың өзгеруіне не себеп болды? Ол өзгеруіне түкте жоқ. Адам деген үнемі пісіп, толысып, ескі көзқарастарын лақтырып отырады, жаңаларын жаңалап отырады. Енді ол кезде дәл менен бір консерватор болып қыздардың оқуына қарсымын деп бір мәлімдеме жасаған есімде жоқ. Гүр-гүр, сыбыр-сыбыр әңгімелермен жеткен нәрсе болса керек бір жерлерде айтылған деген сияқты. Ал енді ол бір мінберге шығып алып жоқ, олай жоқ, иә. Қандай? Мен анау кітапханадан қаралған кезімде мына жерде бір не бар, иә? Қыздың оқыған дұрыс па деген сауалға сіз жауап бересіз. Маған бір журналист сұрақ қойып осылай деген. Сол кезде мен оған былай жауап бергем.
ауылда негізінен қызым үйде қалып кетпесін, ауылда қалып кетпесін деп соңғы ақшасын малын сатады дағыны, қызын оқыта беріп, баласын алып қала беріп, қалада қыздар көбейіп кетті дағыны, нәтижесінде енді олар өзінің теңін таппай қалды, ауылда оқымаған балдар көбейіп кетті. Сондықтан мүмкін болса соңғы ақшаңызға қызыңызды емес ер баланы оқытуға тыңыз. Себебі ер бала жаңағы оқымаған қызға үйленсе, оны ол дама хозяйка қылып ары қарай өмірін сүріп кете береді. Ал енді ұл балаңызды оқытпайтын болсаңыз, оқыған қыз енді онымен өмір сүре алмайды. Оларда қара күшке, дүлей күшке баланс сақталу керек. Баланс. Ол сол тұрғыдан жазылған. Онан кейін енді оны бұрмалап біреулер ойбай солай деп енді сөз бұрмалайтын менің дұшпандарым оны солай тонын теріс айландырады. Сондықтан мен енді өзімді бір сондай бір сұмдық консерватор болдым деп айта алмаймын. Жақсы. Осы Қаныш және ғылыми майдан кітабын шығару үшін сіз демеушілерді іздеп жатқан екенсіз, әлеуметтік желіден қарадым, Жоқ, демеуші деген жоқпын, демеуші іздемейміз де. Себебі біздің өзіміздің принцип бар, бүкіл халықпен комьюнити деген түсінік бар бізде, бірлесе жұмыс істеу деген. Ол мысалы халық атсалысу керек па? Жылу жинаған кезде олар ақша берсе де бермесе де бұл кітап шыға береді өзінің күшіменен. Бірақ халықтың көңілінде экзистенциализм деген нәрсе болады да, ол бір кез келген адам өзінің бір үлкен мемлекеттік, ұлттық маңызы бар, ғаламдық маңызы бар бір істің бір бөлшегі болғанды жақсы көреді. Сондықтан сен ол бұқара халыққа мүмкіндік бересің. Мысалға студенттер 100 теңге, 150 теңгеден аударады. Ал бұл, егер сен Құран аятымен келетін болсаң, қоғамды рухани ғылыми ағарту жолында бір дән егетін болсаң, бір дәніңді 700 есеге депозитпен көбейтіп беремін деген аят бар. Бұл сол аятқа иман келтіреміз дағыны, жас студенттердің болашақта бағы ашылсын, адамдардың үйіндегі берекесіздік кетсін. Бұлар өздері Қаныштың және кітаптың шығуына біз де үлес қосқанбыз. 200 теңге болса да ниетім дұрыс, Құдайдың дәргайында ол 200 теңге қанша миллион доллар екен бір Құдай өзі біледі деген сияқты, ол сондай көңілге бөлену керек. Сол үшін ғана біз оны жариялаймыз. Ана халыққа көңіл күй сыйлау үшін. Ал енді жеке байларға барып көкеге маған ақша берші. Бұл жерде біз осындай былтыр Өзбекәлі және Мәдени майдан деген кітапқа да жылу жинаған кезде, бірақ кәсіпкер өзі атылып шықты. Ол Дулат Тастеке. Шықты дағыны қанша керек мынаған жетпей тұрған? 2,5 миллион. Болды деді дағыны. Дулат Тастеке азаматтық қылып айландырған 5 минуттың ішінде 2,5 миллионды аударып жіберді дағыны. Өзбекәлі сол кезде жарқырап шыға келді. Ал биыл енді бірде бір кәсіпкер ниет танытқан жоқ. Бұқара халық өзі жабылып шығарды. Енді Санжар мырза қараңызшы. Бұл жерде мен айтқым келіп тұрған ойым, жеткізгім келіп тұрғаны. Мысалы бізде Париж Олимпиадасының жүлдегерлеріне қос-қостап пәтер, қос-қостап көлік беріп жатыр. Тіпті бір кәсіпкер кісілер 100 жылқы берді. Осындай азаматтар неге кітапқа қолдау көрсетпейді? Ол енді оп-оңай нәрсе. Себебі Назарбаевтың дәуірінде Қазақстан жаңағыдай ғылымы, білімі сөнген, оқу орындарының бәрі құлаған, күйреген, жемқорлық басып кеткен қоғам орнады. Сондықтан жаңа буын қалыптасқан кезде адамдар ғылымға, өнерге үлес қосатын адамдардың қаншалықты салмағы бар екенін бағамдай алатын мәдениетті жоғалтып алды. Бұл таным түсінік шөкті былайша айтқанда. Оның орнына азаннан кешке дейін жаңағыдай жылтыраған, желпілдеген, жаңағыдай бір сәттік эмоция сыйлайтын заттарды қатты насихаттап жүргеннен кейін бұл қоғамдық дерт барлық жер жайлап кетті. Соған байланысты әлі оның үстіне ғылым академиясы бұрын Қаныштың кезінде, онан кейінгі президенттердің кезінде халық надандыққа құлап кетпесін деп үнемі академиялық алаңды күзетіп, бұлар надандықтың шеті шықты ма, дереу ғылыммен талқандап, оны мүмкіндік бермейтін тұғын. Үнемі сапалы кітаптар шығарып отыратын. Енді 96 жылы Назарбаев бұл академияны түгін қоймай таратып жіберіп, оған қарсы шыққан ғалымдардың, академиктердің бәрін қудалап, бәрін тентіретіп жібергеннен кейін, болды, сен басыңды кесіп алғаннан кейін, ғалымдарынан айырылғаннан кейін, институтта тұрған профессорлардың бәрін 16-17 теңгеге сен отырғызғаннан кейін, олардың ғылым өндіретін шамасы болмай қалады дағыны. Бұқара халық тек жаңағыдай ана жерден ту көтеретін, ана жерден ат озып келетін, көкпар шабатындарға қарай кетеді. Енді ол қараңғылықтан, надандықтан жұлып алу үшін ол Қаныш сияқты жаңағыдай ғалымдардың академияның шоғырын жасап, бір жерде олар топтасып, сол халықтың 20 миллион қазақтың миын күзетіп отыру керек ана жерде. Енді ол мозговой центр күйреді. Сондықтан мен оған таң қалмаймын. Және ол сондай эффект болған кезде басқаша не істей алсын енді бұл халық деп қана қараймыз. Ал енді әлбетте екеуміздің сұхбатымыздан бір жаңағы болмайтын затқа ақшасын шашып, көкпарға болмаса басқаға джип тігіп спортсмендерге мәшине таратып жүрген бір бай оянып кетіп, тоқтадым мен мына Санжарларға берейін деп, жаңағы алдымызға үйір жылқы салып, жаңағыдай әр жазушымызға бір квартирадан сыйлайтын болса, қуана алар едім. Өйткені қысылып отыр біздің жігіттер, тек Құдайдың берген берекесіменен, сосын жаңағы бәрінің ынсап сайын береке деген жаңағы діни танымға, руханиятқа жатып алғанның арқасында
төтеп беріп тұр. Санжар мырза, жаңағы спортшыларымыз осыншалықты қошеметке лайықты ма? Енді лайықты бір шеттен шығып кеткен жоқпыз ба деген сұрақ. шеттен шығып кетті ғой, енді ол барып енді алтын алсын алмасын енді бәріне жаңағыдай тек қана барып келген үшін ғана бірдеңе не қыла беруден ыңғай. Соның үстіне енді ол бір спортсмендердің жеке өмірі, жеке кәсібі ғой енді ол мысалға айналысып жүрген. Сондықтан енді бір шетінен бұл жерде психологияда рөл ойнап кетеді да. Қазақтар өзі мойындалмай, жаңағы үнемі қысымда, қазақ мәдениеті, тілі үнемі сондай бір қысымда жаншылып езіліп жатқаннан кейін біреу жарқ етіп ана жерге барып жаңағы қазақша сөйлесе, интервью берсе, бір жаңағы күшейіп кеткен сияқты эмоцияға бөленеді дағыны. Сондықтан ақшаны төге береді сол жаққа қарай. Енді бұл нәрсені тоқтату үшін оларды отырып алып сынай бергеннен бәрі пайда жоқ. Ең дұрысы аласындағына ағартушылықпен айналысасың. Олардың сана сезімдеріне, кейінгі оның баласының, қызының жүрегіне осындай бір сәуле салатын кітаптарды жазып шығарып жібересің. Ал жігіттер енді ояналсаңдар, ояныңдар дейсің, болды, бітті. Ал егер сен оларды ашық сынау арқылы оятып аламын дейтін болсаң, ерегіс туады. Иә, байдың басын байғұс қызғанады деп. Иә, олар сөйтіп шығады сосын. Байдың малын байғұс қызғанады, жаңағыдай сен енді солардың бір жаңағы ақшасын мәшесін көре алмай отырған бір бейшара іштар адамның рөліне кіріп қалып кетесің. Сондықтан жақсы жігіттер, сендер оянғанша біз енді кедейшілікпен тағы біраз тұра тұрайық дегеннен басқа қолдан келер қайран жоқ. Санжар мырза, Қаныш Сәтбаев атамыз негізін салған ғылым академиясы. Қазір Қазақстанда осы ғылым академиясының төңірегінде дау көп. Екі академия бар деп айтады. Осыған пікір білдіре аласыз ба? Бұған пікір білдіре алмаймын. Себебі бұған қатысты мен пікір білдірсем, ол дау, жаңа би екеу болса дау төртеу болады дейді, ол дау төртеу болады. Бір ғана берді қуанышты нәрсе, әйтеуір президент Тоқаевтың осы әңгіменің бәрі ғылым академиясында екенін түсіне алатын, ол кісіде сондай бір интеллектуалдық қабілеттің болғаны ғана қуанам. Сөйтіп ол академияны қайтадан жинаймын деп қайтадан президенттің қол астына алып, қайтадан бұрынғы, енді ол мысалға өте қиын шаруа да. Ол Назарбаевтың кезінде мысалға Қаныш Сәтбаевтың жиған терген затының бәрі жеке меншікке сатылып, оны Мұхтар Мағауин сұмдық жазып тастаған, кітапты оқысаңыздар білесіздер. Оның бәрі ұстағанның, қолында тістегеннің аузында талан-тараж болып кеткен зат. Енді оның бәрін қайтадан жинап, бұрынғы қалпына келтіру үшін сен енді ол сол активтердің бәрін иеленіп алған адамдардан оған оңайшылық бере салмайды ғой. Ол да кезінде пәленге сатып алдым мен деп отырады ғой енді ол. Сондықтан олар да жан алысып жан берседі ана жерден. Сондықтан қазір мен академияны отырып алып, үйту керек еді, бүйту керек еді деп ақыл өсіп мен бір нәрсе айтатын болсам, онда дүниеде менен өткен ақымақ адам жоқ болып қалады. Сондықтан тарихын жаздық, біз енді оларға тек негізі академия күшейген кезде мынандай стратегиямен күшейген. Қолдарынан келсе, істей алсаңдар істеңдер деп қана жазамыз, болды. Істей алса істеді, істей алмаса ол кетті ары қарай. Жақсы. Әуезов айтады ғой, шын болсын деп, сізге бір сын айтылған кез болды ма, және қандай сыннан сіз нәтиже шығардыңыз? Жазу барысында ма? Кез келген өмірлік ұстанымыңызға байланысты, қоғамның алдында жүрген азаматсыз ғой сіз. Соның барысында. Енді әлеуметтік желіде өйтіп енді ешкім сынаған жоқ. Әлеуметтік желіде мен сынайтындардың бәрі ол енді көбісі іштарлықпен, көре алмастықпен, сосын жаңағы қарсы дұшпандарының жаңағы заказ беріп ақша төлетіп жаздыратын заттары. Енді ол есепке алынбайды, мысалы, ол саған әсер етпейді, ол сенің ерегісіңді күшейтіп жібереді, болды. Ал енді үйтіп жүрме, бүйтіп жүр деп сынайды дейтін болсаң, онда жалпы менің қалыптасуыма мәдени дейсің ба, бір жақсы қырларымның семіруіне ең қатты еңбек сіңіріп, мені аямай сынап, мына неңді жоятын бол деп қатты тәрбиелеп кеткен адамдардың бірі ол Ғалым Боқаш баяғы. Ол өте әділ сынайтын, адамгершілікпен сынайтын, және бұны түзеу үшін енді мынандай кітаптарды оқып, болмаса мынандай деп айтатын. Сондықтан мен өзімді жалпы өмір бақи Ғалым Боқашқа қарыздармын деп есептеймін. Ал енді одан бөлек біз жастықтың жаңағыдай желігімен әр нәрсені білдіріп, артық сөйлеп, кейбір жерде кем сөйлеп қойған кезімізде, ол кезде менің рухани ұстазым болды, ол Құдай бере салған кәдімгі өзімнің Хазіреті Исматулла Тақсыр деген кісі болды. Қазір де ол кісі әлі айтыс тартыс ушу жүріп жатыр. Сондықтан 2000-ші жылдар ол кісі мені қатты тәрбиелеген. Бұлай сөйлеме, бұлай отырма, мына нәрсені айтпа деп. Сондықтан қоғамда қанша жерден жаңағы ырың-жырың әңгіме болса да, мен ол кісіні қатты құрметтеп, ешқашан ол кісіге қатысты позициямды бермей, ол кісі менің рухани ұстазым, мені тәрбиелеген деп айта беретін себебім сол. Олар енді сынайды, сені аямайды, керек болса бетіңе шапалақпен де тартып жібереді ол кісі. Бірақ ол
анау ыстық жүрекпен осы адам болсыншы, менен озсыншы, осы бір ит мінезінің кесірінен бір шұңқырға түсіп кетпесінші деп сөйтіп сынайды. Ал енді одан бөлек саған қаттырақсын айтуға жаңағы правам бар, еңбегім сіңген деп ең қатты сынайтын адам ол әйелім. Біздің жаңағы қарсылық танытып олай емес деп айта алатын адамымыз сол. Ал енді қалған майда шүйделер есепке алынбайды енді. Сондықтан осы кісілерді мен айта едім. Жақсы. Сіздің «Өркениетті адам» деген кітабыңызда әсіре діншіл деп айтамыз ғой, сол азаматтарды дін ұстанған намазхан жектерді сіз сынайсыз. Иә. Онымен қоғамдағы адамдар келіседі, бірақ қоғамда бір осы бір дін ұстанған намазхан, бірақ толерантты, адекватты, білімді азаматтардың да тобы бар. Осы сыныңыз оларға тиіп кетіп жатқан жоқ па? Жоқ, оларға тиіп кетіп жатқан жоқ. Егер сен айтып отырған адамдар шынымен де толерантты, дін ұстану арқылы ақыл парасаты кемелденген кісілер болса, олар ол сынды өзіне маған айтылып жатыр деп қабылдамау керек. Егер олар маған айтып жатыр, мен дін істеп жүрмін, мен нормальный жігітпін ғой, нағып санжырып жазады дейтін болса, онда да ақыл парасат түгіл, иман да жоқ, тасбақада жоқ деген сөз. Сондықтан бәрі орында. Ана кітапты оқып отырғанда еш өткеннің арты біледі деп, ол өзі бұл әңгіменің кімге қатысты екенін адам ішінен сезіп біліп отырады. Жақсы. Осы сізбен сұхбатқа дайындалу барысында сіздің мен бір замандастарыңызбен де сөйлестім. Сонда сіздің жалпы позициялық тұрғыдан да көп өзгеріске ұшырағаныңызды айтады. Жаңа айттың ғой, ол жақсы жағынан, иә. Бірақ жаңа сіз өзіңіз айтып өттіңіз, неге діни тақырыпқа оралайық, жамағат. Сол бір сіздің 2008-2010 жылдарғы 2006 жылдардағы жамағатта бір топтан бөліну, басқа біреулерді ол топқа кіргізбеу сынды бір дүниелер болған деп айтады. Оған ол рас па? Енді бұл әңгімелердің бәрі мынандайды, бір нақты бір аты жоқ ол адамның, не бір мынандай жылы мынандай оқиғада Санжар би деп айтты, мынандай позиция ұстады, пәленшені шығарып жіберді, кіргізді деген сияқты. Сондықтан бұл қоғамдағы мынандай өсек түрінде тарап жүрген әңгімелердің бәрін мынандай студияға алып келіп сұрақ қылып қоюдың ешқандай мәні жоқ деп ойлаймын. Жақсы. Сондықтан ол жерде сол мені ол сөйтті бүйтті деп айтып отырған адамның өз мысалға ішкі ниеті қисық, бір іштар біреу болып, сондай жамағаттық позицияны пайдаланып, өзінің бір жеке мүддесін пайдаға асырғысы келген бір пайда күнен болса, мен оның желкесін қиған болуым да мүмкін. Сондықтан бұл және ондай адамдар ешқашан біреу арқылы бықыстып аты жөнін жасырып аноним домала қарсы сияқты жібермеу керек. Ол келіп менімен Санжар, сен есіңде ма, бәленше жылда сен маған осында қиянат қылғансың, сол есіңде ма, өкінесің ба соған деп мен бетіме айта алатын болу керек. Менімен бетпе-бет келіп солай айта алмаймын ба? I'm sorry. Жақсы. Өзіңіз діндар адамын деп есептейсіз ба? Діндар адамын деп есептей алмаймын, себебі тақуалығымыз нағыз тақуалардың тақуалығына сәйкеспейді, сондықтан ұяламыз өйтіп айтуға. Бірақ дінге қатты құрметтеп сенеміз деп айтуға болады. Діндармын деп айту ол өзіңе көп алу да былайша айтқанда. Жаңағы сұраққа қайта оралайықшы. Бізде енді КМДБ бекіткен дәстүрлі ислам деп айтып жатады. Осы бір сенімді ұстанған азаматтармен сіздің араңызда белгілі бір келіспеушілік бар, конфликті бар. Бірақ енді осы бір мен болу керек осы мәселе түсінбеймін, себебі сіздің мына өркениетті адам дегенге анықтама бересіз ғой. Кез келген адаммен діни сеніміне, діліне, тіліне, түріне, нәсіліне қарамай емін еркін әңгімелесе алу. Мысалға, мен осы дүниені сіздің неңізбен қарасам, мен қабылдай алмаймын. Неге? Былай қарасаңыздар, барлықтарыңыз да бір терінің пұшпағын елеп отқан азаматсыздар ғой. Былай қарасақ, позициялық тұрғыдан да бірдей. Неге олар бір-бірлеріңізді дұрыс түсінбей жатсыздар деген нәрсе айтқым келеді да мен. Осыған бір мәмілеге келуді ойлаған жоқсыздар ма? Мен мәмілеге келгенде, егер мен бір діни жамағат ұстап отырған, я болмаса бір діни мекеменің құлағын ұстап отырған адам болсам, бұл сұрақ маған қойылады. Мен діни мекеме ұстап отырған адам емеспін. Және мен діни мәтіндердегі кітаптар шығарумен де айналыспаймын.
біздің діни мәтіндер деп отқанның өзі ол діннің ақидасында болмаса фиққа қатысты емес, ол аксиология мәселесі, құндылықтар, яғни сол кезде жырлар, сиярлар, мың сұрақ деген сияқты бұрын халықтың арасына тараған рухани өнімдерді шығару. Сондықтан енді ол сен зайырлы форматтағы мекемеде жұмыс істеп отырған адамға барып сен ана діни мекеменің басшысымен келіспейсің деп айту, ол келіспейтін әңгіме. Сондықтан мен өзің жеке діни көзқарастары, өзінің өмірлік көзқарастары қалыптасқан адам ретінде кез келген діни құбылыс маған жаңағыдай Құрандағы қойған принциптерге сәйкес көрінбеді ме, мен оны сынай беремін мысалға. Ал ол енді сіз айтып отырған жаңағы ресми мемлекет бекітіп қойған олардың өзінің ішкі дауы, олардың өзінің ішкі интригасы, ырың-жырың қазір де әлеуметтік желіде олар тағы да басталды, жаңағыда пәленшенің орнынан алды, ол пәленшенің адам еді, түгеншенің адам еді деген сияқты. Сондықтан ол өзінің ішінде 1000 миллион шаруасымен миы шатылып жатқандарға барып енді келдіре мына мәселені шешейік деп сен тағы айта алмайсың. Бір шетінен олар да түсінемін мен, себебі Назарбаев дәуірінде барлық нәрсені монополия жасау, бір ғана орталыққа бағыну деген Советский Союздың екінші бір вариантын жасап шығарды. Ал негізі демократия принципі бойынша барлық діни жамағат өздерінің жаңағыдай орталарын қалыптастырып, конституция заңдарына қайшы келмейтін деңгейде, біреуге қиянат жасамайтындай деңгейде өзінің ілімін насихаттауға хақысы бар. Ал бұлардың бәрі отырып алды дағыны тек қана біз арқылы өтесіңдер, өйткені ақиқаттың құлағын біз ұстап отырмыз деп. Ал сен енді ақиқатты бір мекеменің, бір мешіттің ішіне апарып, Құдайды бір жерге апарып қамадың ба, болды, бітті. Қоғамда деградация рухани басталады. Себебі Алла тағалаға мекен беруге болмайды, оны сен жаңағы бір жерге қамауға болмайды. Сосын ол Құдайдың болмысы бір мекемедегі отырған адамның уағызына, оның айту стиліне тәуелді болмайды. Біз оны кітаптың ішінде тағы да жаздық. Яғни енді субъект аралық қарым-қатынас деп айтады енді оны Карл Ясперс. Яғни Құдайдың болмысын сен ақиқатты көретін кезде бір адамның айтып отқан уағызына қарап біле алмайсың. Мысалы мен қазір тұрып алып дін туралы, Құдай туралы, руханият туралы неше түрлі шығынды әңгіме айтуым мүмкін, бірақ бәрі менің мына миымнан қайнап шыққан субъективті бір пайым болып шығады дағыны, ақиқаттың там өзі болмайды. Бірақ адамдар онда бұл жерде Құдай ұғымын қалай алады дейтін болса, екеуміздің шынайы сұхбатымызға, екеуміздің сыйластығымызға қарап қана, мына екеуі шынымен де бір Құдай деген адам екен, ниеттері таза екен деп екеуміз сыйласып, сен қиналып тұрғанда көмек сұрамай-ақ мен саған көмекке баратын болсам, болмаса сен бір сотталып бара жатқан жағдайда, мен сотталып бара жатқан жағдайда сен келіп басың тіге қалатын болсаң, сол кезде барып айтады, қарашы, Құдайдың бар екенін, ана Құдайға сенетін адамдар иманның күштілігінен бір-бірін ол жерде көрінеді. Қаныш Сәтпаев өзінің ғалымдарын қудалаған кезінде соңына дейін Алматыда кетпей отырып, ең соңында денсаулығын барып күйреп, жүруге жарамай дәрі ішіп отырған кезінде ғана зорға пойызға салып алып кетеді. Сонда Құдай, иман деген сондай ниеттес, мұраттас жігіттердің бір-бірін жауап бермей шайқасқан сәтінде ғана көрінеді. Ал уағыз түрінде сен мен Құдай дәлелдеймін, қазір ақиқатты көрсетемін дедің ба, болды, сен қоғамның, елдің, діннің соғырсың тұрған тұрысың. Сондықтан біз уағыз айтпаймыз. Жақсы. Сұхбатымыздың демеушісі Аrawall Print компаниясы. Егер сіз жұмыс орныңыздың, офисіңіздің немесе үйіңіздің қабырғасына сурет салып ерекше әрлегіңіз келсе, осы компанияға хабарласыңыз. Күлтөбе промокоды арқылы 30% жеңілдік алыңыз. Сіз жаңағы сынайтын, сәләфи ағымы уахабшылар деп айтамыз. Мен ол тақырыпқа оралғым келмейді. Оның ақиқатын халық өзі біледі, бірақ жаңағы КМДБ бекіткен осындай бір уағызшылардың арасында бір тілінен қағынып деп айтыла ма, қалай айтса болады, бір қате жіберіп, бір көп сыналып қалып жататын адамдар болады. Оларға да жоламай-ақ қояйық, күнде. Онсыз да Фейсбукта күніге таяқ жеп жатқан жоқ, аузынан қағып. Бірақ солардың ішінде де сіз мойындайтын немесе осы дұрыс адам деп айталатын азамат бар ма? Олай деп мен айтуым үшін сіз айтып отырған жаңағы рухани тұлғалар бар ма, жаңағы олар мына Қазақстандағы саяси, мәдени, тарихи оқиғаларға ол араласу керек. Болып жатқан саяси оқиғаларға ол баға беру керек. Тек қана мен жаңағы Құдай деп отырған періштедей пәк адаммын, мына қоғамдағы дау-дамайларыңа мен араластырмаңдар, жүректі кірлетіп аламын, айналайын дейтін болса, Аллаху акбар, ол бітті оның шаруасы. Сондықтан сен маған ондай пәленше жақсы уағыз айтады, түгенше көркем сөйлейді, ол маған өтпейді. Сөзге мижерін тойып алған адаммын. Сондықтан пәленше мынандай ерлік істеді ғой пәленше деген молда. Неге сен соны мойындамай отырсың десең, сенің сұрағың дұрыс болып шығады. Ал киіктер қырылып жатыр, қайсы шығып мәлімдеме жасады мысалға. Ал педофилия болып жатқан кезінде, болмаса жаңағыдай ЛГБТ-ға қатысты дау болып жатқан кезде жүру керек қой олар шұбырған жерде. Аппақ шапандарын киіп алып 100, 200, 300 пикет жариялау керек қой олар кәдімгідей. Мына не сұмдық деп. Енді сондай
әлеуметтік проблемаларды, тарихи, әдеби жаңағыдай болған проблемалар, тоқырауларға қатысты позициясын білдіріп, күресіп сөйлеуде басы-қасында жүрген адам болса, алып кел мойындайық. Ал енді пәленше жақсы әңгіме айтады, оның әңгімесін сен алып тыңдамайсың деп. Не істеймін ондай әңгімені өзім айта аламын. Сізді айыптап отқан жоқпын. Иә, жалпы дейді. Енді осындай сұрақтың өзінің шығуы бір негізсіз де. Сондықтан пәленше деген күрес бар, күрескер бар, өзі осындай рухани имам. Өткенде пәлен жерде шығып өзінің позициясын ашық білдірді. Өткенде осындай дау шыққан кезінде осындай пост жариялады. Осындай қылған кезінде сотқа барып, жаңағы куәгер болып, осындай адамның нақақ сотталып кетпеуіне ол тұрып берді. Десең, мойындаймыз. Иә. Ол кісілерде жабық саясат ұстанады көп жағдайда. Бізде мысалы осы подкастқа шақырып еркін әңгімелесейік десек, ол кісілер бізден көп жағдайда бас тартып жатады. Керісінше өздерінің ғана былай бағыттас, мүдделес подкасттарда ғана отырып пікір білдіріп отырады. Оның өзі белгілі бір деңгейде мен Ницшенің айтатын сөзі. Адасу деген бар болған қорқақтық дейді. Заблуждение всего лишь трусость. Ол кітапқа біз енгіздік соны әдейіге. Яғни сен өзіңнің ішкі сеніміңе, ұстанған жолыңа сенімді болатын болсаң, кез келген подкастқа баруың керексің. Мысалға сендер шақырдыңдар. Мен сені танымаймын мысалға. Қандай сұрақ қоятындарын білмеймін. Келіп маған ыңғайлы сұрақтар қойып отырсың. Мен бәріне бетпе-бет жауап беріп отырмын. Сол ғой. Дәл сол сияқты өзінің ішінде иманның бар екеніне, Құдаймен арасының байланысының жақсы екеніне сенімді рухани жетекші любой подкастқа бару керек. Жақсы. Жаңа түсін түсте дедіңіз ғой. Менің қазір есіме түсіп тұрғаны, мысалы Кемел адам деген кітапты жазған Қайрат Жолдыбайұлы. Және әлеуметтік желідегі хит имамдардың бірі Нұрлан имам. Бұл кісілерді сіз айтқан қатарға жатқызуға бола ма? Жаңағы белгілі бір деңгейде ағартушы кісілердің қатары. Оны былай болсын. Мен ол да тура пікір білдіретін болсам қазір, ол бір Санжардың субъективті пікірі болып шығаттағына бұған уақыт берейін. Болмыстың ашылуы деген болады да. Болмыс ашылған кезінде адамның ішінде құпия заттар шынымен де егер сонда сыртқа шығып адамдардың әсер ететін болатын болса, ол уақыт өте келе бетіне қалып шығады. Сондықтан дәл қазір уағыз пропаганда түрінде жүріп жатыр ғой бұның бәрі. Сен Нұрлан имам жап-жақсы сөйлеп тұр, бірақ оны сол аудиторияға алып келуге кімдер мүдделі болып, артында қандай чиновниктер тұрғанын мен білмеймін мысалға. Сондықтан біраз уақыт өтеді, бұлардың жасаған жұмыстарының нәтижесі бетіне қалып шығу керек, нақты. Сол кезде барып, мына тірлікті пәленше бітірді, мына тірлікті түгенше бітірді деп істеген ісінен ғана ұстайды. Сондықтан бұл экзистенциализмде үлкен проблема. Адам дегенне оны ұстай алатын бір нәрсесі бар ма деген кезде, бұл 40-шы жылдар, 50-шы жылдар қатты талқыға түседі дағыны. Адам жоғалып бара жатыр ғой енді. Сол кезде Сартрлардың айтатын сол да. Карл Ясперстер 56-55-ші жылдар айтады ең соңында. Адам деген кім? Адам деген атқа лайық деген кезде бітірген ісімен ғана есептейміз, болды, бітті, қойыңдар басқа әңгіме дейді. Сондықтан сіз айтып отырған бұл уағызшылардың бәрін мен сынай алмаймын әзірге. Уақыт өтсін. Сосын мына тірлікті пәленше бітірді. Мына тірлік түгеншеден қалды. Қоғамға осындай бір жақсы мирас қалды деп бір нәрсені ұстайық. Содан кейін әңгіме қылайық. Ал енді видеода отырып алып сөйлеуді егер бағалайтын болсақ, егер мен отырып алып тек қана адамға видеомен баға беріп, ана күш сөйледі, ана күш сөйледі деп айта беретін болсам, мен қоғамның сорына айналамын. Адамдарды адастырғаным үшін, ісімен емес, сөзімен бағалағаным үшін. Дұрыс айтасыз, Санжар мырза. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, ыңғайсыз сұрақ қойып жатсыз деп. Менің ешқандай ондай теріс ниетім жоқ. Журналистің міндеті қоғам алдында жүрген адамға бір қоғамның ойындағы сұрақтарды қойып, әлеуметтің ойындағы сұрақтарды қойып. Өте дұрыс, бұл жерде сені қолдаймын. Мен де мысалға кез келген адамды шақырып, осылай сұрақтар қойып, бұл орында кез келген жаңағы имамдар болуы да мүмкін. Мен ашық-ашан ашықпын. Тек оқырманға да мен бір ойды таңғым келмейді. Яғни олар өздері қорытады. Санжар мынандай екен, бұл кісі мынандай екен деген нәрсе. Дұрыс. Сондықтан бұл жерде сені де қолдаймын. Жаңағы ыңғайсыз сұрақтар қоюға да тиіссің. Себебі елдің алдында осындай бір ықпалға ие болған адам өзінің позицияларын ашық айту керек, халықты адастырмау керек. Мен ішімнен басқа нәрсені ойлап тұрып, басқа ақпарат беруге хақым жоқ. Болмаса мен іштей салафизм ұстап тұрып, өтірік ұлтшыл болып ойнамауым керек. Мен өзім ұстанатын құндылықтарды, принциптерді ашық айтуым керек. Мына нәрсеге сенемін, мына нәрсеге сенбеймін. Осы ұнаса, біздің кітаптарды оқыңыз, менің позициям ұнамаса, пәленшені оқыңыз деген сияқты. Сондықтан бұл жағынан сенікі дұрыс. Журналист сол үшін журналист қой. Жаңағы
әлеуметтік проблемаларға назар аударсақ енді қазір соңғы аптаның өзінде әскердегі әлімжеттік адамның анау бетінен атып жіберуі, одан қалды зорлық көруі көп қой істеп жатыр. Енді бұл проблеманы шешудің жолын айта аласыз ба? Неден туындап жатыр бұлар? Неге соншалықты жауыз айналып кетті? Оның шешудің жолы бар. Оны шешу мына білім саласын қолға ұстап отырған министрлер ғана шеше алады. Олар мектептен бастап адамның жүрегін қатайтатын ақпараттардың бәрін азайтып, шамадан тыс рационализмге бейімдей бермей, жүрегін жұмсартатын аңыздарды, әпсаналарды, қиссаларды мектеп жасында программасына кіргізетін болсаң, ол бәрі орнына түсе қалады. Түкке тұрмайтын проблема осы. Ал енді ата-аналардың өздері де мысалға болашақ сондай біреуді атып өлтіруге, шімірікпей атып өлтіруге бара беретін еркектерді тәрбиелеп жатыр. Ол бірінші класстан бастап ағылшынша үйрету, орысша үйрету, математика үйрету. Бұл ол айналайын-ау, адам деген, міне Қаныш туралы кітапты әдейіге жаздық. 12 жасқа дейін Қанышың бар ма? Тек қана мынандай аңыз әпсанамен өскен адам. Сен мынандай математикаңды қосып алуды білмейді ол. Бірінші рет анау христианның қабылдаған татар келіп мұғалім болған кезде соны 2 жыл әйнежді оқытып, орысша үйретеді. Онда да ол оқу деген атаған әшейін. Учебниктер де жоқ. Мұғалімнің өзі шала сауатты, соның алдынан орысша 5-6 сөз үйреніп шығады да. Бұл сосын 12-ші жылы кетеді ме? 11-ші жылы кетеді ме? Өзі бұның жасы 12-ні асып кеткен. Бұл оқуды 12 жасында бар оқыған физика, математика, жаратылыстану деген. Сонда оған дейін тек қана аңыз қиссанамен, әпсана жырлармен, әнмен өседі, жырмен өседі, әңгімемен, шежіремен өседі. Енді қазіргі сен жауыз солдат қайдан, офицер қайдан шықты? Қайда шешесіз оны кішкентай кезінде бесік жырын айтпасаң, жүрегін жұмсартпасаң, ол байғұсты жаңағыдай діншіл болып кетеді, анау болып кетеді деп пайғамбарлық қиссасын бәрін қиып тастасаң, сияр оқытпасаң. Бұл одан кейін енді ол академиялық рационалды ғылым деген сөз, ол ғылым деген ол кісіге жан ашуды үйретпейді. Ол дүниені игеруді үйретеді саған. Ал жүрегің жылып ыстық болып тұру үшін ол басқа ғылым беріледі оған, ілім. Енді ол ілімнің бәрін жауып тастады. Енді ол білім министріне барып айтасың, енді қазір отырған Ғани ма кім Бейсенбаев. Сол кісіге барып айтасыз, енді неге мына жерде солдаттар осылай бір-бірінің етін жеп бара жатыр, мектепке жүрек жұмсартатын баяғы рухани әңгімелерді кіргізсеңші деп. Әуезовтер кезінде білген бұны. Сәтбаевтар бұлар 43 жылдан бастап Шығыстан алғы деген серия қойып, кәдімгідей Ләйлі Мәжнүн сөзді басып шығарған. Біз оны қайттан басып шығардық. Мына кітаптың ішінде, кстати, сенің сұрағың жауабы мына жерде міне. Бала Қаныш кішкентай кезінде оқып өскен Шығыстан алықтар деген кітап, мына 6 кітапты әдейіге сол жаңағыдай сен айтып отырған армияға барғанда біреудің баласын ұрып өлтіріп қоятын адам шықпасын деп жүрек сөзін жұмсартатын 6 кітапты принципті түрде 5000 теңгеден сатып отыр. Мына кітапты 10 мыңнан 15 мыңнан сатамын десем де ақым, пайда табамын десем. Бірақ үйтейін десем, пайда ойлама, ар ойла деген мына Құдайдың қойып қойған принципін аттай алмай отырмыз. Мына бізге кедейшілік алып келеді. Бірақ халыққа рухани байлық алып келеді. Былайша айтқанда болашақта бір-бірін өлтіріп тастайтын солдаттар аз болады, не жоқ болады. Санжар мырза, осы кітабыңызды мен сатып алайын және оқырмандарымызға арасында жақсы пікірге берсек. Жақсы, онда айта кетейік, мына кітапты оқырмандарыңызға, көрермендеріңізге Қаныш Сәтбаев атамыз кішкентай кезінде 12 жасқа шейін қандай құндылықтарды қан өсті дейтін болса, міне біреу ере деген әдейіге шығардық. Бұл оны 22 жасында, 23 жасында Томскіде оқып жүрген кезде шығарып, кейін осыдан басы бәлеға осы арызы сол үшін жазады. Одан кейін Кенесары жырлары. Бұны 41 жылдан бастап, былайша айттым ғой, Сталин әңгімесінен басталды деп. Мына Жүсіп Зылиха бұның кішкентай кезінде 8 жасында оқыған несі. Мына ғазалдардың бәрі әкесінің парсша үйреткендері. Мына Ләйлі Мәжнүн де сол. Бұны кейін 43 жыл шығарды. Сосын тағы ғибратнама деген. Бұл осы жүректі жұмсарту үшін. Ал енді қалғандарын Қаныштың өмірімен танысам дейтін болса, міне жас Қаныш Евней Букеттікі. Одан кейін біреу мынау міне Қаныш және ғылыми майдан. Бұл кітапты бірақ оқыған кезде біраз оқырмандарыңызға бірден ескерте кетейін. Қауырт шаруаңыз бар кезде, тамақ істеп жатқан кезде, қонақ күтіп жатқан кезде бұл кітапты оқуға болмайды. Себебі бұның бір абзасын оқыдың ба, болды, бітті. Мына 500 беттік кітапты оқып бітпейсің, сен шыға алмайсың. Сондықтан істеп жатқан тамағың күйіп кетуі мүмкін, қонағың күтусіз қалуы мүмкін, я балаң мектептен келмей қалуы мүмкін. Бұны алаңсыз бос болып және будильник қойып оқу керек. Өйткені кітап сондай қызық, шым-шытырық, ішіне кірген адам мынадан шыға алмай қалады. Соны бірден ескертіп қояйын деп жатырмын, кейін маған ренжімесін. Санжар мырза, енді мен сіздің оқырмандарыңыздың бірімін, шын мәнісінде. Және осы жерде өзімнің бір ризашылығымды білдіргім келеді. Мынаның ретінде де мен сіздерден сөздеріңіз бен істеріңіздің сәйкес келіп жүрген азаматтар екеніңізді былай өзім де байқадым. Себебі мына мәдени майдан, болмыс, бесен және болмысты былай мен ауылдың балаларына берейін деп едім деп сіздің ұжымдастарыңыздан осылай жеңілдік жасап бере аласыз ба деген кезімде
сенің ниетің ақ екен, біз дайынбыз деп бір қолдау көрсеткенін білемін. Бұл міне сондай ма? тек қана бір сіз өзіңіз айтып отқан пайдалы ойлама, ар ойла деген, және сіздердің атқарып отқан миссияларыңыздың, жұмыстарыңыздың қоғамға шын мәнісінде пайда әкелу үшін екенін дәлелдеп білем. Сол үшін бұл бағаңыз маған кәдімгідей рух жігер сыйлап, менің творчестволық шапымды бұдан да аша түсті. Рахмет. Бізде сұрақ бар әлі. Сұрақ болса қоя бер, маған мәселе жоқ. Уақыт болса. Санжар мырза, журналистика туралы әңгімелессек, Бейсенжан болмыс. Өзіңіз айтасыз, өте көп сатылды деп. Және кейбір жастардың қолынан көрем осы кітап жүргенін. Осы Бейсен ағаның айту оңайын қарап отырған кезімізде ол кісінің кейіпкерін ашуға тырысып, оның жанына үңіліп, бір өз-өзін ұмытып кететінін көріп жатамыз. Бірақ қазіргі журналистерге қарасақ, тіпті осындай подкасттарға атақ абырой үшін, хайп үшін тіпті ішкізіп әкеліп қойып жатқандарды, оның провокациялық сұрақтар қою арқылы оны келеке қылу, күлкіге айналдыру, немесе аяныш тудыру сынды дүниелерді біз байқаймыз. Осы Бейсен аға туралы өзіңіз бір қысқаша бір айтып өтсеңіз, ол кісінің журналистик тұрғыдағы негізгі ең бір керемет қасиеттерінің бірін. Енді кітаптың ішінде де жаздым, қазір де айта салайын. Жалпы мен оны 2005 жылы бірінші таныстым дедім, аэропортта тұрғанда, Америкаға бара жатқан кезде. Сол Америкада екеуміз 6 күн бірге жүрдік. Ол кезде Бейсен былай талантты, былай тәжірибелі журналист болғанымен мынандай бір қатты бір әсер ететін ондай бір несі жоқ еді. Бұл кейіна ол құдіретті болып кетті мысалға. Себебі бұл жасы 34-ке 35-ке келген кезінде кәдімгі бұда экзистенциялық бір ояныс болады. Лев Толстойдың оянған сияқты. Мына өмір өтіп баратыр. Жаңағы жылтырап мындай журналистік қызметіміздің өскеніне мәз болмайық, кейін ұрпаққа із болып қалатын бірдеңемен айналысайық деп бұл саналы түрде шешім қабылдаған. Бұны енді болмыстың ашылуы деп айтады, жаңағыдай открытие емес раскрытие бытия деген тақырыптар болады. Бұл мына адамның ішінде үлкен бір қуат потенциал болады. Бірақ ол сыртқа шықпайды. Қазір біз мына адамдардың бәрі мен потенциалымды жаратып жүрмін деп жүр ғой, енді оның бәрі гәбәң мен негізінде. Оның бәрі әшейін мына мидың ішіндегі жиналып қалған ақпараттарды жүйелеп, сол ақпаратты екінші біреуге сату арқылы күн көру ғой. Ал жаңа болмыстың ашылуы деп отырғандары, ол мына адамның жүрегін шайқап жіберетін, сені есіңнен тандырып жіберетін, осы сені сілкіп алатын бір толқынды туғызатын нәрсе. Ал ол туу үшін екі нәрсе керек. Біреуі еркіндік, екіншісі жауапкершілік. Жауапкершілікті ар алдында, қоғам алдында, Құдай алдында тік тұрып, өзіңмен өзің тік сөйлесіп арқалау. Сондықтан егер сен отырып алып мен мына елді, халықты енді адастырмаймын, болды, қалған күш қуатымды жаңағы қатын бала шағама сала бермей, болды, онсыз да әйелдің аштан өлетін түрі жоқ, онсыз да бала шаға өсіп өніп жатыр. Енді бұдан кейінгі өмірімді жас қалыптасып жатқан буынға дұрыс нәрсе көрсетейін. Бірақ сен ол жауапкершілікті арқалау үшін сен еркін болуың керексің. Адам өзі еркіндік сол үшін ғана берілген. Ал жауапкершілік арқаламадың ба, еркіндік бір құмарлықтың соңында кетеді дағы, ол сонымен бір жерге барып құлайды. Сондықтан Бейсен сияқты болу, Бейсен сияқты әсерлі, сондай ықпалды артында із қалдырамын дейтін журналист ең бірінші Құдай алдында, ар алдында тұрып сондай жауапкершілік арқалайды. Сосын оны сөзбен емес, енді іспен көрсететін жерге келеді. Сол кезде өзіне тиімсіз экономикалық жағынан, материалды жағынан, психологиялық жағынан өзіне тиімсіз нәрсені бірақ халыққа тиімді болсын деп істейтін болса, болды, ана іштегі тұрған потенциал жарылады. Енді бізде сабақта түсіндірген кезде маған профессорлар осы лекция тыңдадым, мен бір Америкада оқып келген, түрегеп. Оны бүйтіп түсінші дейді, маған айтады. Мына көмір бар ма? Көмір дейді. Оны арсөтіл жасаған баяғыда дейді. Ертсем, мына көмірдің жану потенциалы бар дейді. Бірақ ол жанбайды ол дейді. Ана сен барып ана тамыздықтың үстіне барып қоймайынша дейді. Сен көмірді алып барып ана жерге жинап қойсаң дейді. Тұрады дейді. Ішінде потенциал бар, бірақ ол жанбайды дейді. Далада көмір тұра берсе, ішіндегі жанатын потенциал буланып шығып кетеді. Сондықтан ауылда егер өмірге түсірген болсаң, сен білуің керексің. Жаздың күні көмір түсірген кезде бетін ана малдың тезегімен сылап тастайды, ана газ шығып кетпесін деп. Сондықтан оны дейді, жаңа тамыздықтың үстіне барып қойсаң, ана парылып жанады да, ол жылу береді дейді. Мына адамның да ішінде сондай потенциал тұр дейді. Бірақ оны сен қолданбай, анадан қорқып, мынадан қорқып, саясаттан қорқып, жаңа молдадан қорқып, имамнан қорқып, ана жамағаттан қорқып, мына жамағаттан қорқып, журналистерден қорқып, періште боламын мен, жаңағы ешкімге зиянсыз адам боламын мен, тек жақсы қырыммен көрінуге тырыспын деп өзіңді тия берсең, қорқақтықпен.
онда сенің ішіңдегі ана потенциалың бәрі испаряться етеді, ол ұшып кетеді дағы. Ең соң қартайғанда дымға жарамай қалған. Кейін сен өкініп ойбай мен сөйтіппін енді дегенде де сен күш қуатың жетпей буланып ұшып кетті ол дейді. Ал енді Аристотельдің өз сөзінде айтып отыр дейді. Ол іштегі жаңағы потенциалдың гүрс етіп жарылып, жойылмайтын болмысқа айналып, кейінгі халыққа ол әсер беріп тұру үшін дейді. Бірақ нәрсеге не десе, елдің қамын жеу деген жаңа фазаға ауысасың дейді. Ал елдің қамын жеу деген фазаға көпшілдікке қарай ауыса алмадың ба? Онда I'm sorry, сенің шаруаң бітті осы жерде дейді. Жаңағы далада тұрып, далада қалып кеткен 3 жыл 4 жыл жатқан көмірлерді апарып жақсаң бықсып жанбайды ғой, ішінде несін бір кетіп қалған газы. Сол сен бықсып көресің, бұл бітті шаруа. Сондықтан бейсен бұны дер кезінде қалай бұл қабылдады, қалай бұл өзімен оянысқа түсті, ол енді мұғжиза, мен білмеймін енді мысалға, оған жауап бере алмаймын. Бірақ маған қайта жолыққан кезінде бірінші рет отырғанда сөйтіп айтты: Сәке, өмір өтіп бара жатыр, бірдеңе істейік, халықты оятатын қайрайын. Бірақ маған қазір лицо керек, мен сол үшін айтуға оңай бар, атағымды шығарып алайын, сосын көрсем мен бұларға деп ол сөйтіп отырды. Мен таң қалдым соған. Шынымен де бұл ниетінің тура екені ісімен дәлелдеді да. Қазір мысалы Бейсен деген шыны керек бұл кітапты оқыған жас буынның бәріне қатты ой салып, қаншама адам өзгеріп кетті мысалы. Ол Бейсеннің жасаған ерлігі, ол болмыс деп отқан сол. Бір нәрсе бар, бір нәрсе болып тұр. Саған әсер етіп жатыр, сен өміріңді өзгертіп жатыр. Өлді деп айта алмайсың. Сіздер осы кітаптарыңыз арқылы белгілі бір идеяны жеткізіп жатсыздар ғой. Бұл идеяның нәтижесі алдағы 5-10 жылда көрінетін шығар, иә, бізге. Енді мен осы ретте өткен 10 жылдықтағы, 30 жылдықтағы идеология туралы айтсам да, діни идеологияның. Бір сол діни идеологияның әсерінен бізде қазір саған Яссауи кесенесіне де тіпті аруақтар мәселесіне құрметсіздік, осы нәрсені көп көріп жатамыз. Тіпті айтыстарда бір кездері бір айтыскер ақынның аузынан Түркістан, Шіркістан деген сөз шыққан. Мысалға, біздің қоғам әлі де осы дүниені қабылдай алмай жатыр, қасиетті орын деген сияқты. Осыған өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз, нақтау үшін. Бұған пікір айтатын түгі жоқ. Қаныш және ғылыми майданда осы сұраққа біз тағы да жауап беріп кеттік. Соның ішінде әруақтарға құрмет деген арнайы бөлім бар. Оны Қанышына мұншама күшті болды, мықты болды деген кезде, бұны тәңірлік құпия әлеммен бұның байланысы өте мықты болды деп берді. Қалай болды деген кезде, кішкентай кезінде әкесі Имантай бұған Құран үйретпей ме? Сол кезде ең бірінші ана қорымға барып қазір Құран оқимыз дейді. Әр жұма күні ертіп алады Қанышты өзі кішкентай ақ бұл. Сонда бұл кейіннен барып Құран оқиды, әруақтардың бәрін атын тізіп. Сонда бұл кейіннен Құран оқуды үйренгеннен кейін, сен үйрендің ғой дейді, жүріп кеттік дейді да, барып Имантай өзі оқыды да, ең соңында бұның өзінің 5 жасында шешесі қайтыс болып кеткен ғой, жаңағы биологиялық шешесі Әлима деген. Шешесіне келіп тоқтайды да, енді сен оқисың дейді анаған. Сөйтіп бұл оқиды. Сондықтан міне біздің Қанышты әруақтарды ырза қылды, енді баламның бағы жанады деп. Содан кейіннен бұл Павлодарға 12 жасында оқып кетейін, 13 жасында оқып кетейін деп отыр енді. Сөйтсе жаңағы шешесіге мойнына тұмар тағып, балам мына Құран аяттар жазылған, бұл сен қорғап жүреді, тастама деп жылап жатыр ана. Бұл Нұрым шешесі енді. Бәйбіше. Сөйтсе Имантай әкесі жаңағыдай ақыл айтып жатыр да, балам Павлодарға барғанша қаншама мұсылманның қорымын көресің, қай жердің қазағы, қай жердің мұсылманы, руы кім, ода шаруаң болмасын, әруақтар ренжиді, барғанша Құран оқи бер деп. Сонда қасындағылар айтып жатыр да, жаңағы өтіп бара жатсақ болды, тоқта деп жаңағы Қаныш ойынша сырып алып отырып алып, Құран оқи бер, барғанша. Соны енді біз анализ жасаған кезде бұны ғылыммен айналдырып түсіндірген өзі Карл Густав Юнг деген мастер. Сол айтады: қарасаңдаршы, ана шығыстың данасы Мәулана Руми 1000 жыл бұрын айтты ғой сендерге деп айтып жатыр. Сенің көкірегің ішкі сарайың дейді, болмысың дейді. Бұл бір қонақ күтетін қонақжай дейді. Гостиный бұл дейді. Сен күніге азанда ұйқыңнан тұрған кезде қарасайшы, көкірегіңе үңілсейші, үйіңе күніге бір ана қайыптан біреу қонаққа келіп отыр ғой, сенімен тілдесейін деп тілдесейші. Бірақ көкірегіңе сол қонаққа келген, енді Құдайдың сүйікті құлдары деген ғой жаңағы. Олармен сөйлескен кезде, дүнияның адамымен сөйлескен сияқты, андай мысық табандап жақындап, интрига ойнап, мысқылдап болмаса жаңағыдай ойыңды жасырып қалып олай сөйлесе алмайсың дейді. Олармен ақ жүректікпен ғана, ағыңнан жарылып қана сөйлесесің. Олардың бәрі Алла тағаланың сені тура жолға салсын деп жіберіп отырған қонақтары. Сен олармен дұрыс тілдес айналайын деп, ана соны Румидің айтқанын Густав Юнг қолданып отыр енді ана жерде. Соны тұрады да айтады: қарасаңдаршы, өз ішкі дүниелеріңе үңілсеңдерші. Сендердің дүние, сен Алланың заты деген зат, Алланың болмысы деген, ол мәңгі құпия, оны сен ұстай алмайсың. Екеуміз отырып алып Алланың заты мынандай ғой деп айтсақ, оның бәрі карикатура болып шығатын жерде. Сондықтан оны символдармен түсіндірген кезде сондай көкіректе тұрған
Қожа Ахмет Яссауидің әруағымен түсіндіресің, сен оны Марал Ишанмен түсіндіресің, сен оны Алдашбай Ахунмен түсіндіресің. Қарасаң ананың істеген ісіне, қарасаң сен ананың жасаған ерлігіне деп соларды ұстап отырасың. Ал енді ширк болады деп, ол енді бір идеология ғой енді. Иә. Солардың бәрін былайша айтқанда Румидің Юнгтың тілін айтатын болса, көкірегімізге қонаққа келетін қонақтардың бәрін құрып кетіңдер, сендер ширк жасайсыңдар, мен де Құдаймен отырамын деп бәрін айдап шығатын болсаң көкірегіңнен. Ол бос тұра бермейді дейді. Қызығын қара, Юнг айтады. Сен сол бәрін санаңнан көкірегіңнен айдап шыққанда сол жер бос тұрады. Свято место пусто не бывает деп сол жерде қолданасыз сол жерде. Оның орнына фобия, мания, психопатия, тағы не бар жаңағыдай? Иә, шизофрения, солар келеді де жайғасады. Сондықтан бұл жаңа улы уағыздар жемісін береді. Қазақстанда осындай беріп жатыр, дәл қазір. Беріп жатыр. Крышасы кеткен, осындай жаңағыдай дін ұстап отырса да ашуланған кезінде өзін ұстай алмай әйелін ұрып өлтіретін, болмаса жаңағы қасындағы солдатты ұрып өлтіретін адамдардың саны артады деп ойлаймын. Және осы уағызды насихаттап жүргізген адамдардың бәрі бұл дүниеде енді сотқа тартылмайтын шығар, енді ұстай алмайсың. Қазақстан қоғамы олар үшін өте жайлы болып тұр. Ақиретте егер шынымен сол жаңағы Құранның айтып жүрген соты болады дейтін болса, онда сол ең бірінші осы адамдардың бәрін, осындай көкірегіндегі қонақтардың бәрін, киелі әруақтардың бәрін өлтіру арқылы ауруға айландырған адамдар жауап береді деп есептеймін. Сіздердің жұмыстарыңыз нәтиже бермей ме алдағы уақытта? Сіз жаңа артады деп отырсыз. Керісінше қазір енді сіздің кітаптарыңызды оқыған адамдар пессимизмге түсіп кетіп сәл көңіл күйім болмай қалды ғой. Жарайды, көңіл күйін көтеріп қояйын. Бірақ біздің кітаптарды оқып, осымен баласын тәрбиелеп жатқандар, олар енді керісінше мен болмайын сен бол дейтін Қаныш Сәтбаев сияқты, Мұхтар Әуезов сияқты ғұлама ғалымдарды қайтадан өсіріп жатыр олар. Бірақ бұл жай жүретін процесс қой. Өзі ана жамандық деген бәле зып етіп жетіп келеді дағы, жақсылық деген жарықтық көзі асықпа киініп бір 15 жылда маңғаздана жететін нығмет қой. Сондықтан бұлар бір 5 жылда 10 жылда бұлар да жемісін береді. Оның үстінде Қазақстанда, әсіресе Астанада көп. Мына Астанада адамдардың бәрі жаңа саяси ғала ғой, көбіне жаңа сосын конкуренцияда қатты, елдің бәрі баласын шетелге оқытпасам жаңа аштан өлетін адам сияқты сондай бір надандыққа маталып қалды ғой. Соған бір шетінен қарсы топтар да бар. Олардың бәрі жаппай қисса үйірмелерін ашып, кейбір мектептің директорлары, завучтары кәдімгі уже болды, бұдан ары шыдау мүмкін емес. Мына әдепсіз көргенсіз жүрегі тас болып кеткен балдарды оқытудың ешқандай мәні қалған жоқ. Енді жаппай экософияны кіргізіңдер, 1000 сұрақты кіргізіңдер. Қиссасул Анбияға дейін кіргізгендер бар. Және нәтижесін көріп, рахат болып қалды мектебіміз. Айнала кітапты шығарған баланың атасына рахмет деп бізге рахмет айтып тастап отыр. Сол мектептен өсіп өніп шыққан балдар Құда қаласа екінші Қаныштың толқын туғызады деп мына кітапты жазып үміттеніп отырмыз. Сондықтан сіз де тіліңіздің жеткен жеріне дейін ықпалыңыз жүретін аймақтың бәріне осы насихатты үгітті жасайсыз. Сіз бен біз былайша айтқанда мәдени майданда айқасқа шығамыз. Басқа жолымыз жоқ. Санжар мырза, қоғамда тағы бір топ өкілдері бар. Олар мына 30 жыл жүрген діни идеологиядан көңілі қалған, енді бір келген кезде бір Құдайға деген сенімді келеке қылатын, я атеист емес, я бір түсініксіз бір адамдар бар. Мәселен, өткендегі тіпті Құдай қаласақ бұйырса деген сөздің өзін сынап, соған бір күлетін топ бар. Олар қайдан пайда болды және олар туралы не айтасыз? Енді олар туралы айтқанда енді оларды сынап мінеп, оларға мораль айтып отыратын болсам, онда олар мазақтайтын типке өзім айналып кетеді. Сондықтан бұл жерде бір нәрсе, бұл жаңағыдай адам, бұны Сёрен Кierkegaardтар ең бірінші анализін жасап бастаған. Себебі 19 ғасырдың екінші жартысында, бұл 1845 жылдар деп алайық. Сол кезде ғылым алғаш прогресс жасап пайда болған кезінде шіркеуде отырған топас ксенздарды, молдаларды, шіркеу қызметкерлерін мазақтаймыз деп сол кезде шығаттағаны, оларға ілесіп екінші бір топ шығып сол кезде бастайды бұл әңгімені. Соған Сёрен Кierkegaard деген Данияның жігіті, Копенгагенде өзі ол діни қызметкер болған адам. Сосын отырады дағына діннің ішінің бәрін мұнафықтар басып кетті, кім ақша әкеп береді, соны мақтайтын бәлеге ұрынды. Мен кеттім, мен философиямен айналысам, көрсетемін сендерге деп, бұл кетіп қояды Берлинге. Сол жақта оқиды да, бұл жазады. Енді оған келетін болсаңыз, бұл жігіттердің бәрінің жаңағы дінді, болмаса киелі ұғымдарын бәрін мазақтап, кекетіп қатып отырған, оның батырлығынан емес, ол қорқақтығынан, Ницше дәл айтып отырған. Қарасаң, олардың заблуждение, это всего лишь трусость деп отырғаны. Себебі сен бұл рухани принциптерді қабылдайтын болсаң, зина жасама, жалған куәлік берме, біреудің малын есептеме, өзіңе жетпей тұрса да сен енді мұқтаж адаммен бөліс деген принциптердің бәрін тұтынуға тура келеді. Оның бәрі бұл жігіттерге үрей, қорқыныш туғызады. Ол өзінің болашақ мүмкіндіктерін өзі шошиды адамдар. Сондықтан ең дұрысы дінді ұстаймын деп керісінше жаңағыдай догмаға маталып, содан жаңағыдай шөгіп,
масқара болған бір жаңағыдай кері кеткен бір діндарды тауып алады, сөйтіп та соны көрсетіп тағын, соның фонында ол бір енді әулие болып сөйлейді, данышпан болып. Шынымен де ана өзінің не істеп не ой отырғанын білмей құлшылық қылып отырған надан адамның фонында ана бір енді данышпан болып көрінеді. Ал егер оның фонына мен әкеліп Мәшһүр Жүсіпті, болмаса Шәкәрімді, болмаса Қаныш Сәтпаевты қойып қойып енді сөйлеш дейтін болсаң, оның аузына құм құйылады. Сондықтан мына идеалдар жоғалған кезінде, насихаттайтын нағыз идеалдар көрінбей қалған кезінде, сол сен айтып отырған нигилистер судың бетіне қалып шыға келеді. Ертең Қаныш шығады, олардың бәрі ашарға ес кіріп тастап кетеді деп ойлаймын. Еш уайымдама. Қаныш аман болсын. Бірақ мысалы атеисттер деп айтамыз, олардың да сеніміне құрметпен қарау керек, енді дастарханның басында төбелесіп қалмау үшін амал жоқ, иә деп отырасың ғой, енді ішінен боқтаған көп боқтайды деген сияқты ғой. Сыртқа шығып кетпесе болды да. Жақсы. Санжар мырза, енді соңғы сұрақтардың бірі, қазақ қоғамы қай бағытқа қарай өзгеріп келе жатыр? Сіз жауап беріңізші сол сұраққа. Бұлай болашағын қалай елестетесіз алдағы 10 жылда біздің қоғам? Енді мен дәл қазір қазақ қоғам бір бағытқа қарай кетіп бара жатыр деп айта алмаймын, себебі ешқандай бағыты жоқ елде. Ол жаңағы біздің жоғарыда отырған кісілердің жаңағы Назарбаевтың кезінде мына ұлтсыздану ұранын күшейтіп жіберу арқылы ұлттық бағытта ұлттық мемлекет құруға деген ықыластың болмауы шынымен де мемлекеттің тұғырын шайқап жіберді. Бірақ енді қазір жаңағы Европаға, Америкаға барып оқып келген жігіттердің біразы ол жаққа барғаннан кейін өзінің ұлттық идентификациясының қаншалықты маңызды екенін түсініп, кері қарай келіп, қайтадан принциптерді қазақша үйреніп, жанталасып жатқандарын да мен көрдім. Бірақ енді олар үшін бір қауіп бар. Егер олар жағы елді ғылым құтқарады, елімді білім құтқарады деп тек рационализмге бүкіл күшін сала беретін болса, онда олар бәрібір түптің түбінде жаңағыдай жүрегі қатайып кетеді дағына, бастары бірге алмай қалады. Оны Карл Ясперс айтады. Рационализм жақсы ғылым дейді. Жеке отырып пайым жасауға, сыни пайым жасауға, өзің отырып мындай бір нәрселерді қорытқанға жақсы дейді. Бірақ тұтас мына қоғамды былай өзіңе жинап көтеріп алуға оның күші жетпейді дейді. Сондықтан бұл рационалды ғылыммен шамадан тыс қатты айналысатын адамдар бірігіп команда болып жұмыс істей алмайды ешқашан. Себебі ана әрқайсысының бойындағы ит мінездері бар ғой, жаңағы әр жерден жұқтырып алған, оны жоюға тура келеді. Оны сен мына ит мінезіңді құрт енді десең, менің жеке шекарама кірме дейді, шалқасына түседі қазіргілер. Сондықтан біз бұны кітаптың ішінде тарқатып жаздық, ал олай үлкен бір ұлттық бағытты ұстап, осында бір команда болып, елді бір жарыққа сүйрейміз дейтін болатын болса, онда көркем мінез құлық деген нәрсені бірінші орынға шығаруға тура келеді. Сондықтан мына кітапта біз бұл көркем мінез құлық деген бір бөлім бердік таратып. Сонда Қаныш Сәтпаев неге мына академияны көтеріп Советтер одағында нөмір 1 ғалымға айналып кетті деген кезде, бұл өзінің бойындағы мінез құлықты менің жеке басым шаруасы, менің жеке шекарам, бұл аймаққа кірмеңдер деп айтпаған адам. Керісінше, ол менің көркем мінез құлқым бұл қазақ халқының ұлттық активі, бұны құртуға болмайды деп есептеген адам. Сондықтан енді нақты бір белең алып, бір елді жарыққа қарай сүйреп кетіп бара жатқан мен бір жастардың легін көріп тұрған жоқпын. Бірақ олар кейінгі кезде біздің кітаптан шығуына байланысты, біздермен сұхбаттасып әңгімелесуге байланысты көбі ескі көзқарастарын бұзып қайтып жинап жатыр. Көпшілікке айналмаса да жеке дара жүр. Уақыт өте келе бірақ бұлар біз енді өзімізше ақыл сынып кетпейік. Бітірген дымымыз жоқ, бірақ бітірген бірдеңесі бар адам сияқты сөйлесек, олар нервісіне тиеді тағына, олар Қанышты түсіндік. Міне, Қаныш жаңағы 45 жыл соғыстан кейін күл талқан болып күл болып жатқан жерінен қазақ халқын 20 жылдың ішінде әлемдегі ең сауатты халықтың деңгейіне қалай көтерді, сендер де соны үйреніңдер, мына қандай құндылықтар тұтынды деп. Егер бұлар Қаныш Сәтпаевты идеал тұтып, осының істегенін істейміз, осының тұтынған құндылықтарын тұтынамыз, осының принциптеріне адал боламыз дейтін болса, болды, бітті, Құдай берді. Айландырған 15 жылда Қазақстанның дүркіреп шыға келеді. Енді бұл жерде Құдайдың да бір құдіреті араласу керек болады да, былайша айтқанда біздің жаңағы үнемі бізге саяси қысым жасап отыратын теріскейдегі империяның ішінен бір бүлік шығу керек, қысқасы. Басымен қайғы болып кету керек олар. Ол енді Құдайдың қолындағы зат. Санжар мырза, енді қазір сіздің сөзіңізге иланатын адамдар өте көп, легі топ-топ болып келіп жатыр. Бұл енді сіздің бір анау автократ дейміз ба? Сондай болып кетуге септігі тимей ма? Ондай қауіп. Тек қана менің ойым дұрыс деген нәрсе. Ондай қауіп. Ойланып көрдіңіз ба? Ойланып көрдік. Оны енді логотерапияны жалпы өзі Ролло Мэй мен Виктор Франкл екеуі жаңа академиялық алаңда қатты төбелескен адамдар. Сондықтан ол бұрын Франклға қатты айтылған. Бұл сен Франкл жаңағы өмірдің мәні деп елдің бәрін еліктіріп алып келе жатсың. Bir күн өмірдің мәні не дегенде келіңдер мен сендерге айтамын деп шақырып алып өзіңнің жаңағы ұстанатын ұстанымдарыңа, дініңе, тағы басқаға қарай қалыпқа салып жіберетін болсаң, бұрынғы автократизм қайта орнайды деп Ролло Мэй сынайды. Оған Франкл мен ешқашан өйтіп өзім алмай келген пациенттерге жаңағыдай өмірдің мәнін мен тауып беремін деп айтқан емеспін, бәріне мен өзің табасың деп айтқанмын деп ол қарсылық танытады. Сондықтан бұл жерде мен
әзірге ешқандай подкастта болмаса өзім жазған кітаптардың ешқайсысында мына менің жолым дұрыс, келіңдер осы жолмен жүрейік деген әлі ештеңе жазылған жоқ. Мен ондай бір жазбайсыз да, иә? мәлімдеме жасаған жоқпын. Және бұдан кейін де жазатын. Егер ондай мәлімдеме жасайтын болсаң, онда Қаныш Сәтбаев туралы кітап жазудың не қажеті бар? 1 жыл уақытымыз кетті мысалы осы деректің бәрін жинап теріп. А біз міне Қаныш сияқты болыңдаршы. Оны давай Қаныштың жолына түсейік онда бәріміз деп мен сөйтіп айтып отырмын мысалға. А егер біз менің жолым дұрыс деп айтатын болсам, онда мен Қанышты өзбек елін насихаттағаннан гөрі өзімді насихаттаумен айналысып, жаңағы пранк дейсің ба, мранк дейсің ба, жаңағы хайп дейсің ба, сондай қуалайтын кететін. Мен егер мені подкастқа шақыратын журналистер болмаса, менің өзім насихаттап отырған видеом жоққа тең келіп қалады. Мынадай күмән бар да, ол сұрақ қайдан туып отыр. Енді жаңа біз сынап отырған өткен 10 жылдық, 20 жылдықтың адамдары, иә, олар бір қоғамның алдында жүрген әншілерді, спортшыларды, әртістерді барлығын өзіне қарай тартып, міне бұл адам біздің адамымыз дегендей, осындай болыңдар деген сияқты мен бұны түсінсем, бұл көңіл күйді. Себебі жаңағы қазір әбден сынға, мемге, мазаққа, әжуаға ұшырап, жаңағыдай өмір бақи жиған терген, қасықтап жиған абыройдың бәрін шелектеп төккен әлгі бір кісілер сен намекат етіп отырған, түсініп отырмын. Олардың бәрі сол ақшаның күшімен, өнердің күшімен, тағы да пропаганданың күшімен елдің бәрін еліктіріп, көбіне жастарды, қауа шақпас балаларды жинап алды дағыны, менің ғана жолым дұрыс деп салды ғой. Қалғандар да сондаймен айналысты, жаңағыдай хиджаб киіп насихаттады деген сияқты. Сондықтан ол қауіпті көріп ешкімге сенбейтін, жаңағыдай нигилистік көңіл күй орнап қалды дағыны, енді жаңағы аузынан сары алтын ағып болса да даже сан жарыңа да сенбеймін. Бұл да зікірші оңбаған, бұл да пәленшелермен түгеншелермен жүрген деген сияқты. Былай қарағанда, егер үйтіп сынай беретін болсаң, онда олардың тарапынан да қателік кете бастайды. Себебі менің үйімде қатын бала шағаммен отырып, менің зікір салғаным, болмаса менің өзім үйімде отырып алып бір дұғалар жасауым, Құранды оқуым, мысалға, оған ешқандай зиян келтіріп, болмаса оның жаңағы аяғы ауыр келініне іш тастап қойып отырған жоқ. Сондықтан олардың да бұның маған зікіршілігі ұнамайды деп шыңғыратындай жөні жоқ. Өйтетін болса, оның өзіне айыптауға. Сен не шаруаң бар, мен үйімде отырып зікір салам ба? Қабылдау керек дейсіз. Сен бар, мен маңдайыңа пистолет тіреп зікір салмасаң болмайды деп қинап тұрған жоқпын ғой. Саған біз құндылық ұсындық. Оны мен жазған жоқпын, оны маған дейін жазылған. Біз олардың бәрін жаңағы қазақтың күпі киген қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын дегендей, біз шекпен жауып қайтарып жатырық. Енді қанша таңды оқымасаң, бесен ағаңды, балаңды оқымасаң, өзбек елін оқымасаң, маған не дейсің енді? Біз саған өзіміздің жолымызды емес, как раз таки тұлғалардың жолын ұсынып отырмыз ғой. Бұдан кейін де біз кезекте тұрмыз мысалға, пәлен бай тұлға. Мен шығар, жарыққа мен шығар деп. Сондықтан өзіміз туралы жазуға 1 минут уақыт жоқ. Хайп жасауға, болмаса өзіміз саморекламамен айналысатын. Қазақтың жолы дейсіз ғой. Енді қазақтың жолы деген сәл адастырады енді. Бұл жерде адамшылықтың қазақ мәдениетінде көрінісі деп айта алсақ, сәл дәлірек түсеміз. Жақсы. Санжар мырза, сұхбатымыздың ең соңында мына өркениетті адамға сіз енді сипаттама бересіз ғой. Соны бір толық тағы бір айтып өтіңізші. Өркениетті біздің қоғам жаңағы діни сеніміне немесе тағы бір басқа бір нәрсесіне бола кемсітпей, жек көрмейтін сондай адамға айналу керек қой қоғамға. Сол тұрғыдан айтсаңыз, біздің өркениетті адамды емес, болашақ қазақ азаматы қандай болу керек? Біз енді осындай бір бәрін білетін данагөй, ақылман кемеңгер адам сияқты ақыл айтып кетпейік деп өте қатты сақтанып тұрамыз. Тіпті сен осынша өтініш жасап тұрсаң да, мен оған елтіп, былай болу керек деп елп ете қалмаймын. Сондықтан үнемі біз үлгі ретінде Қаныш Сәтбаевты қайттан ұсына беретін себебіміз сол. Себебі Қанышты кішкентай кезінде әбден рухани тәрбие береді, қазақы тәрбиені береді, үлкенді сыйлау, ана әйелдерді сыйлау, басқасын бәрін оқытып үйретіп шығарады. Бірақ сол кезде бұл кішкентай кезінде әкесінен сұрап жатады жаңағыдай, сонда анау мұсылмандар ғана жұмаққа кіре ма деп. Иә, солай деп айтады біздің Құранымыз деп жатса. Онда бізге сабақ беретін орыс тілінен Григорий христиан ғой, ол не болады дейді да жаңағы. Енді дінді бөтен болғанмен ол бейшара жақсы адам ғой, енді Құдай өз есебін табады да деп ала жаңағы баласына айтып жатыр. Сондықтан бұда кішкентай кезінен осындай толеранттық қалыптасады дағыны, бұл кейіннен орыстардың арасында кешіп жүрсе де мынау не ешкіммен бөтенсінбейді, бәрін бауырына басып өзіне үйіріп алады дағыны. Тұтас ол Алматының академиясын үйіріп алғанды ғой сен. Москва, Ленинград шыққан адам бұл. Бірақ соншама солардың арасында араласып құраласып сонымен тұрса да, қазақы дәстүр діннен 1 миллиметр шегінбеген адам.
бергі заманда айтпай ақ қояйын, ана арғы заманда 50-55 жылдар ана қысым қатты болып тұрған кез, ол кезде мен басқа діни жоралғыларды айтпай ақ қояйын, мына үйге келген қонаққа бас тартуды тоқтатыңдар, бұл баяғы ескінің сарқыншағы, бір адамды артық санау деген болмайды. Сосын мына баласын сүндеттегендерді қуалап жүріп жазалайтын болған. Бұның Аман Тұрмысаевтың естелігінен біз өзбек әлде жаздық мұны, қалай сол кезде қуалап жүріп не қылғандарын. Тура сонда 55 жыл ма ауылға келді дейді. Ауылдың ақсақалдары үлкен кіші бәрі жиналып концерт қойып отырмыз дейді. Соны қанша отырды, пәленше ақсақал қайда ауылдағы деп айтады. Ол былтыр қайтыс болды ғой. Ой, иманды болсын деп. Түнде дейді былай. Ертең азан тұрды, жүріңдер ме басына барып Құран оқуға ұят болады деп. Ауылдың шалдарын бәрін ертіп алып, біз бала шағамыз дейді. Біз ілесіп бардық анаға. Сонда қанша сатпай барды да қорыққан жоқ дейді. Ана моланың басына отырып, қайтыс болған қарияның басына Құран оқып тағаны өз дұғасы, өз бет сипат. Біз таң қалдық дейді. Ана ол кезде дейді, оны жасау, істеу, тем более оқыған адамдар, ол мүмкін емес еді дейді. Ал 59 жылы бұл кісі невроз болады. Әке-шешемнің басын қарайта алмадым деп жаңағыдай. Сөйтеді дағына өзінің көмекшісі Бөпежан аяп бергенге бұл айтады. Сен былай қыл. Мен саған тексттерін жазып берейін, әке-шешемнің бәрін барды құлпытасқа жазды, Баянауылға, жаңа мен Айыртау деген ауылыма жеткіз деп. Соны айтты, өзі Қарағандыдан келеді, сол жерге 59 жыл кәдімгі әке-шешесінің басына ас береді. Сонда әкім қаралар, енді былай қарағанда коммунистік партия бұған қарсы болу керек қой енді. Олар келіп қосылып кетеді, авторитет соншама. Кәдімгі киіз үйлер тігіп, бәрі адамдар келіп, жаңағы қанша әкесіне, шешесіне жаңағыдай ас берейін деп жатыр деп сөйтіп ас беріп, сол жерде тасты орнатып, оның сыртын қоршап тастап, мен барып көріп, мен барып Құран оқып кеттім ол жерге былтыр қыста. Сондықтан былай көпіріп ақыл айтқаннан гөрі ақыл көйісіп нақты тұлғаны қою керек та. Міне Қаныш Сәтпаев өркениетті адам. Міне сендер өркениетті адам қандай болады деп жүрсіңдер, соның туылғаннан бастап өлгенге дейінгі сәтінің бәрін хронологиямен жазып шықтық. Ана жерде хроника сақталып бітеді. Мынадан кейін былай болды. Оқып шыққан адам болды. Мен баламды Қаныш сияқты тәрбиелеймін, өзім де соған ұқсауға тырысамын дедім. Болды, өркениетті қоғам құрылды. Мәселе шешіліп тұр. Осы кітаптан кейін ғылымға көңіл бөлетіндер көбейеді деп есептеймін. Өйткені бұл кісінің ғылымды түсіну және оны насихаттау, ғалымдар дайындаудағы өлермендігі, енді тәсілдерінің бәрі. Тіпті оның ішіндегі мынандай ұсақ детальдарға дейін кетті. Қасында көмекшісі жаңа Бөпежан деген кісі. Қасында отырған кезінде мынандай детальдарға шейін біледі. Бір чемодан ақша салып алады, ақшасы өте көп. Москваға бараттан оқып отқан студенттердің бәрі сәлем береміз деп келеді. Не оқып жатсың? Қашан қорғайсың? Қиналып жатсың ба? Пәленшенің несін үлесін әкел. Мынандай пашық ақшаны алып. Әр барған кезде ана Москваға барған бай студенттерге ақша. Ол ештеңе емес студенттер. Пойызбен келе жатқан кезінде перронға түседі дағына, ана жерде қайсырып жүрген балалардың бәрін жинап 3 сомнан тарады. Алматыға келгенше бір тиын қалған жоқ дейді. Ғылымды сөйтіп тәрбиелейді. Мынаның бәрі болашақ ғалымдар, мына жүрген балалардың бәрі дейді. Ақша берсең оқиды осылар дейді. Сөйтіп бәрін оқытып, қатарға қосты. 91 жылы СССР тараған кезінде СССР-ның құрамындағы 15 республиканың ішіндегі қазақтар ең сауатты халық болған, көзі ашық. Мен сол кезде ойлайтын тұғым, өздері де жазады сол кезде соны. Ой, сол кезде сондай едік деп. Жаңағы Москваға, Ленинградқа оқыған кезде бәрі оқи алмай қайтып кетті, біз ғана қалатынбыз деп өздері айтып отыр соның бәрін. Бәрі ауылдан шыққан балдар. Бәрінің амбициясы сондай күшті болған, біз Қаныш Сәтпаев сияқты боламыз деп оқыған. Ғылымды игерген. Ол 10 адам, 15 адам жіберсе жақсы ол ғылымға. 150-200 адамға дейін жібереді. Барып қуып келіңдер. Доктор танып келіңдер деп. Көп қой, 100-200, оның бәрін телефонмен соны крышевать етіп отырады. Жататын жерін шешіп, тамағын шешіп, анаға звондап. Алар Москвада нағашы көкесінің үйінде жатқан сияқты шал жеп жатқан сол жерде. Маған сондай жағдай жасасыншы қазір біреу. Оқиын. Жоқ. Кім қолдау көрсетеді саған? Бүкіл чиновник өзінің бала шағасымен жаңағы балдыздарын, қайынілерін сүйрегендер. Сізде қазір ақпараттық салаға, пропагандаға көбірек назар аударып жатыр да, мысалы журналистерге үй беру, бірақ керісінше жас ғалымдардың жағдайы өте мүшкіл екен әлі күнге дейін. Онда мына кітапты оқығаннан кейін сол жаңағы жауапты адамдардың неғылы. Себебі бұл өзі 43 па квадрат квартирада тұрады да, 7 адаммен. Бірақ жаңа ғалымдарға 180 квадрат квартира таратады, өзі соққан. Академстройдегі бұл компания ашып алған адам. 46 жыл. Бірақ бұны да реттеудің дұрыс механизмін ойлап табу керек, қазіргі таңда. Ол үшін енді бұл бір масылдыққа да келуі мүмкін, масылдыққа келеді деп мен айта алмаймын. Енді ол үшін енді анау
ғалым адам сол өзі дұрыс сол іріктеу керек. іріктеу, иә, өйткені бұл іріктеу жұмысын өте жақсы қойған. Тіпті дейді сол кезде 50-ші жылдары 60-шы жылдардың өзінде Қаныштың академиясына, ғылым академиясына лаборант болып жұмысқа тұра алмайды екенсің. Лаборант болып тұрған адам министрге сәлем бермейтін дейді, ақшасы көп. Академиктердің ақшасын ЦК-дағы секретарлардан жоғары қойып тастаған. Өйткені өзі қойған ол ақшаны. Сондықтан ана Шайхметовтің қызы еркелеп отырып, папа маған да пәленшең сияқты жаңағыдай кашемир пальто берші десе, Шайхметов айтып отыр дейді да, қызым-ау, сен ондай пальто киетін академиктің қызы емессің ғой, көрпеңе қарай көзін сүйші дейді. Сонда Шайхметовтің ақшасы жоқ, ал академиядағы лаборанттарын бүйтіп жүр. Соның бәрі жағдайын жасаған, сөйтіп көтерілген сөйтіп. Сондықтан біздің чиновниктер жалпы қолында сонда адамдарды, жас ғалымдарды шетелге жіберіп оқытуға қабілетті адамдар айналып келіп өзінің жаңағы әйелінің інілерін, қайын жұртын, жаңағы балдыздарын, қайындарын сүйрей бермей, сондай көзінде оты бар балдарды сұрыптап алып, туысқан болмаса да бәрін жіберу керек. Санжар мырза, көп рахмет. Өте бір ерекше сұхбат болды. Барлық сұрағыма жауап ала алдым деп ойлаймын. Сіздің уақытыңыздың тығыз екенін білеміз. Уақыт бөліп жақсы бір әзіл бар, бізде айтылады 1000 миллион шаруам бар деген сияқты. 1000 миллион шаруам күйіп баратыр қазір. Бізді елеп ескеріп келіп жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Оқырмандарыңыз көп болсын. Рахмет. Күлтөбенің көрермендері көп болсын. Жазылыңыздар, YouTube каналына таратыңыздар, сөйтіп үйлеріңізде бір қаныш тәрбиелеп шығарыңыздар. Рахмет. Құрметті көрермен, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.